Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Мен енді ғана міне Алматы қаласынан қондым. Бүгін Астана қаласында вручениені өткізетін боламыз. 2023 жылы қорытындылайтын боламыз. Барлықтарыңыз жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Енді 2025-тің маған ең бірінші ұмытылмасы Ерболатты үйлендіргеніміз. Және осы 2025-те ең маған бір ұнаған жері IT академиясында. Алғашқы табысын тапқан студентке біз сразу айтамыз, ақшаңызды шығарыңыз. Осы кезде енді айта кетейін, жалпы Қазақстанда айналысып жүрген трейдерлер немесе новичок трейдерлер болса да, мен Марғұлан да маған айтып жүрді, осы нәрсені кәдімгідей халыққа айту керек деп айтып жүрді. Бізде не істейді, адамдар асығады ғой, салатта тық сразу ақшасын шығарып алғысы келеді. Андай негізі бұл сөздің шыны керек, соңғы ақшасына келетін, соңғы ақшасына бастайтын нәрсе емес. Ассалаумағалейкум, құрметті біздің YouTube арнаның тұрақты көрермендері. 2025 жыл бізге өте жақсы жылдардың бірі болды. Біздің академия үшін өте жақсы өзгерістер болды. Жалпы келе жатқан жаңа жыл құтты болсын, табысты, берекелі жыл болсын. 2025-те жетпеген жетістіктеріңізге 10 еселеп, 20 еселеп, 1000 еселеп ала берсе 2026 жыл жетіңіздер. Енді бүгін таныстырып өтейік, есімім Ерболат Вашев. Жалпы бізде осы жаңа жылдық шығарылым болады. Бүгінгі подкаст бізде трейдинг бойынша. Осы iTrade академиясының негізін қалаушымын. Жасым 28-де, Шығыс Қазақстан облысы, Тарбағатай ауданы тумасымын. Енді бүгін бізге академияның менторлары мықты жігіттер келіп отыр. Давайте сол жақтан бастайық. Бізде Азамат мырза, бүгінгі біздің спикеріміз. Қалайсыздар, қалайсыздар? Қазір енді сұрақтар қоямыз, барыншандай бір жеңіл форматта, еркін форматта, кәдімгі қалай әңгімелесіп отырмыз, солай бұйырса жеткізуге тырысайық. Азамат мырза бізде көбінесе келген адамдарды базадан өткізеді, бізде теориялық тұрғыдан жақсы өте мықты дайындайды. Бізде бұл кісі кәдімгі мықты инструктор десе болады, инструкциялар өте жақсы береді. Және бізде оң жақта отырған бізде Арумызды білесіздер, бізде осы 2025 жылы өзгерістердің бірі орыс потогы, яғни русский поток бізде қосылды. Сол орыс потогының біздің жетекшісі Арун мырза, қазір өздеріңізді таныстырып өтесіздер ғой. Рахмет, Арун мырза, тоже бізге қазір өте жақсы русский поток тоже ақырын-ақырындап дамып келе жатыр. Басында бізде көбінесе қазақша болды ғой осы уақытқа дейін. Қазақшамен қатар және орысша қосылып жатыр. Рахмет сізге. Және бізде білесіздер, Нұрлыбек мырзамен бұл нешінші подкастымыз, Нұрлыбек мырзаның оқырмандар, біздің YouTube арнаның тұрақты оқырмандар танитын шығар, жүз барлығы. Сол Нұрлыбек мырза енді бізде орыс потогына да, қазақ потогына да үлесін қосып жүр. Сондай-ақ бізде Ықылас мырза бар. Марғұлан мырза бүгін келе алмай қалды. Енді Марғұлан мен Ықылас бізде новогодний выпуск болғандықтан, Марғұлан мырза бізде негізі Астанада жүрді көбінесе. Ол кісі қазір бір апта болды, Алматыда жүр. Және жанында Ықылас екеуі қазір Алматыда. Енді келетін шығар, осы выпускқа үлгермеді екеуі де, Ықылас мырзалар. Бірақ видеоға қосуға тырысамыз. Ол кісілермен алдында да подкаст болған, өздеріңіз танитын шығарсыздар. Сол жақсы ендесе бастайық бүгін. Бір еркін форматта болсын жігіттер, ойымызды жеткізіп, осы трейдинг бойынша деген сияқты. Жалпы 2025 жыл біздің академия үшін жаман емес болды, Иә. Араке, сіз осы биыл кетіп, бір Турцияға барып келіп қайта бізге қосылдыңыз ба? Турцияда бір 3 айдай болдым. 90 күнде бізде Турцияда 90 күн безвиза болғандықтан, сол 89 күн болды, күн санап. Соңғы виза көп бітетін күні. Соңғы күні бірақ шықтыңыз ба? Соңғы күніне дейін шықтық, иә. Енді Турцияда трейдинг саласында бізде бір орынға байланып қалмағандықтан, шетелге барып, өзім негізі арманым сол болатын. Как раз жазда балалардың каникул кезінде сол 3 ай сол жақта болдық. Негізі бастапқыдағы ой, балаларым сол Қазақстанда оқуларын бітіріп, әрі қарай негізі осы трейдинг саласымен шетелді аралау деген сияқты. Енді үйдегілер де айтады, балаларың хотя бы бір 4 жыл қазақ тілін үйреніп, енді қазақ менталитетін үйреніп, содан кейін барып басқа елге тұрсаңдар деген сияқты. Сондықтан алдағы мақсат сол, бір 4-5 классқа дейін балаларым. Менде 3 балам бар, 3 ұлым бар. Үлкен ұлым 2 класста. Уже көп бала болғаннан кейін шатасып алса екенсің. Үлкен ұлым 2 класста, ортаңғы ұлым 1 класста, кіші ұлым 3 жасында. Сондықтан сәл бастапқыда бір сол 4 классқа дейін бір тағы да 2 жыл Қазақстанда тұрып, әрі қарай осы трейдинг саласы бізде өздеріңіз білесіздер, еркін андай. Бізде бір офисқа байланбайсың, немесе бір тұрақты бір жерге байланбайсың. Сондықтан маған керегі тек қана интернет, жаңағындай күніне бір 4-5 сағаттық уақыт экран алдында. Сондықтан сол үшін солай дейсіз. Мақсат сондай. Азеке, сіз не дейсіз жалпы 2025 қандай өзгерістер болды біздің академия үшін? Сіз нешінші подкаст болды ғой, сізден түсіріп отырған? 3-ші ма? 4-ші ма? Жобамен, Жақсы. Алдыңғарға қарағанда енді өте жыл берекелі болды деп айтсақ болады. Осы жылға енді өкпеміз жоқ. Алдағы жылға жоспарларымыз өте көп. Енді сәтті болды деп ойлаймын. Бірнеше топтарды аяқтаттық. Барлық әйтеуір өзінің ризашылығын білдіріп, қазірде олармен байланыстамыз әлі күнге дейін. Кешеге дейін осы соңғы кеше конференциямызды өткізіп,
ескертіп жаңа жылмен құттықтап дегендей соған дейін болып жатыр. Жақсы. Енді алда қойған келесі жылға мақсат Азаматты үйлендіру ғой бірінші ой. Азамат бізде бойдақ, басы бос, сондықтан инстаграмға жазсаңыздар болады Айтред командасына. Біз барынша енді ат салып жатырық әр потоктан, мысалға енді қарастырып, жаңағындай жас қыздар болса Азаматқа әйтеуір таңдасып көмектесіп. Если что кастинг болады деп. Жоқ, андай бір ше торм сияқты отсайсыңдар. Жоқ, ондай емес. Енді барынша енді біз қасында жүргеннен кейін Азаматпен негізі бір 2 жылдан аса таныспыз ғой, былайынша. Сондықтан трейдинг жолын осы Азаматпен бірге бастаған болатынбыз, осы Ерболат ұстазымызда. 17-ші потокта оқыдық, шатаспасам, Иә. 17-ші потокта Азаматпен бірге оқыдық. Сондықтан барынша Содан бері бірге трейд жасап жүрміз. Содан бері бірге трейд жасап, содан бері Азаматқа менің трейдингтен кейінгі екінші целім Азаматқа осы өзіме ұнаған келін таңдап беру. Өз ата-анамнан кейін осы кісілер Перж айтып жатырмын. Жақсы, Нұреке, ал Нұрлыбек мырза, не айтасыз? 2023 жыл қалай болды сізге? Не өзгерістер болды? 2023 жылы бізге қателеспесем мамыр айында бізге толық командаға қосылдыңыз, жылдың басында машина алдыңыз. Сіз үшін табысты жылдардың бірі болды ғой, қалай жүрсіз? Мен үшін жауап беріп тастадым ғой. Рахмет, ассалаумағалейкум тағы да бәріңізге. Енді 2025 маған керемет жыл болды. Енді 2025-тің басында жаңа өзің айтып кеткендей автокөлік сыйлағанмын Новый годта. 31 декабрьде алғанмын соны. Автокөлігімді. И 6 январьда Астанаға келді ғой. Қызық болған ол машина келген кезде тоже. Енді электричка ғой, бұрын айдап көрмегенсің. Отырып машина қалай отырылдырады, қалай жүреді. Аяз далада минус 30 градус январь 6-сында келген. Сондай қызық болған. Жалпы өздерің айтып отырсың, ментор ретінде көрдім өзімді. Ең басында өзің білесің ғой, саған звондайтын едім ғой, Ерболат маған бір орта керек, мен атлайын деп жүрмін, оқығандардың бәрін шығару керек. Маған сондай бір орта керек деп саған өзімді хабарластым, сол кезде сен шақырдың ғой мамыр айында. Нұреке келіңізші деп. Сол жерден бастап алдыға қадам бастық деп айтуға болады ғой, жаңа білімдері бар. Арекең бар, құрдасым, Азамат бар. Енді оның алдында оқыған кезде таныдым ғой енді былай. И сол уақыттан бастап уже жақсы араласа бастадық, жақсы жігіттер. Көп рахмет бұл жігіттерге де, ішке сіңісуіне жақсы септігін тигізді. Не айта аламыз тағы да. Енді 2025-тің маған ең бірінші ұмытылмасы Ерболатты үйлендіргеніміз. Ерболат айтпай кетті соны деген. Ең жақсы жаңалық сол болды. Керемет той болды. Өскеменге барып демалып келдік. Көп рахмет. Катонға қайттан бару керек. Катонға барамын. Өскемендегі демалыс туралы сұмдық болды. Ерболат өте жақсы күтті барлығымызды. Соған Алла разы болсын. Тойдан кейін Катон-Қарағайға барып бір-екі күн демалып қайттық. Демалыс керемет болды. Енді Катон-Қарағайды Өскеменнің әр жағында ғой. Былайынша білетіндеріңіз болса, өте жақсы жер. Табиғаты барлығы. Енді демалыс өте зор болды. Енді бұл жылда былай ғой, есіге алғанда алдыңғы кездерде біз енді әрқайсымыз екеуі біреу жалғыз жүрдік қой енді. Трейдинг зерттеп, бұл жолы басымыз осы жылдың басында бірікті ғой. Уже ойлаңыздаршы, қаншама ақпарат, қаншама даму өте мықты болды енді. Бір-бірімізбен жарысып отырып, қаншама нәрселерді бұрынғы өзіммен салыстырғанда әлде қайда андай апгрейд дейді ғой. Шынымды айтсам, өзгеріс деген. Мен де буст алдым, өте жақсы 2025-те, өйткені командаға жаңадан адамдар қосылды, одан кейін жаңа стратегиялар, жаңа ойлар. Енді бұның алдында бір жыл бұрынғы стратегияларымызбен, менің трейдтағы жасаған саудаммен қазіргі саудам вообще өзгеше. Енді Нұрекең құрдас туралы айтамыз ғой. Құрдас дейміз, енді 91 жыл, мен 92-мін, почти құрдаспыз ғой. Нұрекең келгеннен кейін Нұрекең енді осы 25 жыл мен өзім март айында жақынырақ таныса бастадық, командаға қосылғаннан кейін. Енді 3 машина ауыстырып тастады ғой. Бізде өзіміздің группамыз бар Телеграмда. Жаңа мен бүгін мынанша жасадым десем, я тут король деп енді болады ғой арамызда енді. Нұрекең тұрады да өз машина, мен смотри, кто тут король деп жаңа машинасын жібереді ғой. Ондай көрдіңіздер ғой өздеріңіз. Осы жылы мен өз көргенім, Нұрекең 3 машина алды. Білмеймін, оның бәрін не істейсің Нұреке? Біреу жеңеше ме дейді. Жаңағындай енді бір жыл үлкен ғой мен. Біреу өзіне, жаңағындай, біреу бауырына машина әперді. Сондықтан Нұрекеңнің бір жаңағындай осы 25 жылы Аллаға шүкір трейді жақсы болды деп ойлаймын. Керемет болды, айтпайын деп отырсам бәрін айтып кетті. Рахмет. Нұрекең бізде кішкене скромный, сондықтан мен барынша бәрін комментировать отырсың. Өздерің білесің ғой, біз теория жағынан слабымыз, практик білім деп каждый раз айтамын ғой, сол үшін біз кішкене сөзге слабымыз. Жай нақты сөйлеймін да, соған байланысты ғой бәрі. Бұрын органда істеген милиция болғанда кім айтады, Нұрекең? Мүмкін сол жақтан тәртіптің бәрі сол жақтан қалды ғой. Ең қызығы бар ғой, студенттарға мысалы бір жерде сол органда жүрген сәл-пәл қылықтар білініп қалады. Мысалға уже адам түріне қарап, уже қандай адам екенін примерно біліп тұр. Накс военный ғой деймін дейді да. Қаяқтан білесің деймін.
сұрап көрші дейді, барып сіз военный болғансыз ба? Иә, военный болғанмын дейді. Мә Нұреке деп таңқалып қаласың. Сен все-таки органда енді 1 жыл жұмыс істемеген, біраз шама опыты бар, сондықтан енді сондай бір білініп қалады все-таки адам психологиясы. Иә, енді психология жағынан Нұрекеңнің психологиясы сәл басқашалау, өйткені ол жасайтын суммалар сәл үлкендеу. Бастапқыда кейбір студенттер енді аз депозитпен жасаймыз деп келеді ғой. Сондықтан Нұрекең сияқты мысалы табысқа жету үшін сәл үлкенірек депозит керек. Сондықтан студенттерге да айтамын, Нұрекеңнің мысалға бастапқы депозит сәл жоғары. Сондықтан оған қатты ілеспеңіздер. Аз депозитпен ақырындап депозиттеріңізді ұлғайтыңыздар деген сияқты. Дұрыс, енді бізде де солай ғой. Қарасаңыз, біреу нәтижесін жібереді. Барлығымыз бірдей оқыдық, біреу риск жақсы бастап кетеді. Анда үлкен сумма жіберген кезде бір самооценка деп айтамыз ғой, сол самооценка түсіп қалады да, өзімді біреумен салыстырасың да, табай мен де жасап жүрейін деп риск айтып жүрсің. Сол үшін әр адам жеке дара. Өйткені ондай психология, қазір төртеуміз отырмыз, төртеумізде 4 түрлі психология, 4 түрлі шыдам. Сол үшін асықпай жасау керек сияқты меніңше. И және осы 2025-те ең маған бір ұнаған жері IT академиясында. Бізде қазір 6 ментор. 6 ментор просто так жүрген жоқ. Ол күнде зерттеп, мысалы Марғұлан келеді, Нұрекең келеді, Азекең келеді, Арекең келеді. Күнде айтады, мына нәрсені көрдім, давайте жігіттер, осы жыл ғана міне шетелдегі оқуымызды сәтті аяқтадық десек болады, бұйыртса біткенде бір айға жетпейтіндей уақыт қалды, 20 айға. Европадан біз білімімізді алып жатырмыз, ол біздің атымыздан Нұреке қатысып жатыр, одан кейін біз өзіміздің білімімізді тағы жаңартатын боламыз. Яғни біз ары қарай бұл салада бір орында тұрып қалмай, ары қарай дамыта беру керек, тоқтамау керек. Маған бұл жерде ұнайтын IT академияда осы жігіттер жиналдық. Мен өзім оның алдында өзім үшін білім алып жүрген адаммын. Мысалы Ерболаттан кейін мен талай бір-екі жерден білім алып жаңағындай. Енді қараңыз, бұл жерде бір бастан қарағанда 5-6 бас жақсы деген сияқты ғой. Нұрекеңнің ұнайтыны бір орында тұрып қалмайды, ылғи да зерттеу барысында. Одан кейін бұл жерде әр ментордың өзінің торговый стратегиясы бар. Әр ментор өз торговый стратегиясымен сауда жасайды. Мысалы оның алдында мен тек қана Азамат екеуміз примерно бір стильде торговля жасайтын едік. Қазір біз мысалы қарасақ, Марғұланның өзінің стилі бар, жаңа разгон жасап көреді. Нұрекеңнің өзінің тұрақты стилі бар, жаңағындай сәл үлкендеу депозитпен жасайды, но оның жаңағындай үлкен депозитпен жасаған, кіші депозитпен де жасауға болады. Бірақ кейбір студенттер оны түсінбей жатады, енді өзіміз көрдік қой осы жылда қандай болды. Сондықтан біздегі әр стратегия, әр ментордың білімі әр түрлі студенттерге жарайды. Мысалға біз білмейміз, бізге студенттер келеді, кейбір адамдар уже біршама жаңағындай опытпен келеді, біршама кейбір адамдар базалық біліммен келеді. Сондықтан IT академиясының бір ерекшелігі десем болады, студенттерге таңдау бар. Мысалы маған Нұрекең стратегиясы ұнады, мен Нұрекең стратегиясымен сауда жасап көргім келеді, мен де сондай жаңағындай табысқа жеткім келеді. Жоқ, мен депозитім ондай үлкен емес. Маған Марғұланның жаңағы разгон стратегиясы ұнайды, $20, $30 мен деген сияқты. Немесе маған ұзақ мерзімге сауда жасасам ұнайды деген студенттер болады ғой. Күнде жаңағындай экран алдында отыра алмаймын. Күнде мысалы 1 сағат немесе 2 күнде 3-4 күнде ғана экран ашамын. Немесе вахтада жұмыс істеймін. Вахтада жұмыс істейтін адамдар білеміз, 15 күн деген сияқты, немесе 10 күн. Сондай адамдарға мысалға Азаматтың мейн деген стратегиясы бар. Енді ол студенттарымыз таниды мейн деген стратегияны. Сол стратегия жарасымды. Одан бөлек енді біздің Ерболат, мен жаңағындай более андай стратегиялар енді күнделікті қолдануға болатын, енді кейбір адамға жарасады, кейбір адамға жараспайды, но более қарапайым тілмен түсіндірілген сондай стратегиялардың түрлері. Кешке Нью-Йорк ашылып жатқанда жазып жатады ғой. Арекеңнің стратегиясы, Арекең не ойлайсыңдар деп уже бәрі. Иә, Аллаға шүкір, осы ноябрь айынан бастап негізі оның алдында да зерттеу жүріп барысында болғанмын. Енді бір жаңадан стратегия қосылды. Ол жаңағындай аты жоқ, енді пока авторлық стратегия, енді ол барлығы насмотренность дейді ғой орысшалап айтқанда. Насмотренность деген бір экранның алдына қарап отырсаң, нарықта бір закономерность деген қалай болады қазақша? Заңдылық. Нарықта бір заңдылықтар байқайсың. Енді ол любой салада байқалады, дұрыс па? Ол 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл жүрсең, бір нәрсе қайталана берсе, сен сол жерден іздей бастайсың закономерность, жаңағы заңдылықты іздей бастайсың. Енді сондайдан пайда болған стратегия. Осы соңғы 2 потокқа сол стратегиямен бөліскен болатын. Енді қараңыз, бұл жерде стратегиямен бөлісердің алдында бірінші өзім зерттеп көруім керек болды. Ноябрь айынан бастап уже реальный ақ жаңағындай счетпен бастадым зерттеп. Ноябрь айын толықтай зерттеп біткеннен декабрь айында осы соңғы потоктарымызға мен үйреткен болатын. Және де оның алдындағы өтіп кеткен біздегі студенттер 1 жыл оқыған, 1,5 жыл оқыған студенттарымызға мен жаңа Zoom форматында конференция ретінде барлығын түсіндірген болатын. Өте қарапайым стратегия, жаңағындай бір уақытта келеді, жаңа Нью-Йорк уақытына сай келеді. Сондықтан өте көп адамға қолайлы. Тек қана бір қолайсыз жері жаңағындай Нью-Йорк бізде білеміз сағат 6-ға таман ашылады, дұрыс па, кешкі уақытта. Сондықтан кешкі уақытта біз адамдар не істейді? Балаларын садиктан алып кетеді, біреу жұмыстан үйге келе жатады, дұрыс қой.
сондықтан сондай жері ғана ыңғайсыз, бірақ та Арашың- кейде жаңалықтар қыстырылып қалады. иә, кейде жаңа бізде алтыда Жаңалыққа Нью-Йорк тура кезінде келіп бізде жаңалық уақыты шығып қалады. Сондай бір моменті бар, бірақ та негізгі орындалуы өте жақсы. Студенттарымыз да жаңағындай рахметтерін айтып жатыр, Ерболаттың сторисінде көрген шығарсыз. Енді Арун мырза деп айтып жатыр. Енді ол менің стратегиям болғандықтан аты жоқ, сондықтан барлығы Арун мырза дейді. Енді алдағыда бір атын қойып, жаңағындай Арун деп қойған. Арун болса, Атын көре жатамыз енді. Көрермендер телефонге жаза кетсін. Иә. Біздің студенттеріміз де қарап отырған шығар, максималды қолдау күтеміз сіздерден. 2025 жылы бізде Аллаға шүкір менталардың саны 6-ға жетті. Енді бір қазір комментарийға әртүрлі адамдар жазатын шығар, бізді көрген, көрмегенде. Өздеріңіз келіп көріңіздер, ал жігіт сосын айтасыздар. Бізде оқып кеткен студенттер де қазір көреді, айтатын шығар енді комментарийға. Өте мықты, білімді жігіттер. Аллаға шүкір, рахмет сіздерге. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Мен енді ғана міне Алматы қаласынан қондым. Бүгін Астана қаласында вручениемді өткізетін боламыз. 2023 жылы қорытындылайтын боламыз. Барлықтарыңыз жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Астанадан түсе сап сразу Алматыдан кейін өте аяз екен ана жақ. Кеше Алматыға барып вручение өткіздік. Барлығы жақсы ризашылығын білдіріп жатыр. Енді бүгін астаналықтардың көңіл күйін білетін боламыз. Кеттік ендеше біздің арамызда бірге болайық. Еламан мырза, молодец бізде. Инстаграмда екеуміз сөйлесіп отырамыз. Инстаграм арқылы аласыз. Еламан мен бұрыннан танимын деп ойлап жүрмін ғой. Жандос мырза бір кісіге ұқсайды бар ғой, кімге ұқсатты білмеймін. Құтты болсын. Өте тоже белсенді трейдер. Бұл кісіні енді алдағы уақытта жақсы үміт күтемін. Беделбек Ержан аға. Ержан мырза. Алейкум ассалам. Қайта кіріп кетпей жақсылап бұйырса жасаңыз. Тұрсын қызы марапатталады. Құтты болсын. Кәдімгі есте қалатындай. Молодец. Олжас енді жақсылап ресет көрсеңіз бұйырса, иә? Берекелі сертификат болсын. Қалай, түсінік қалыптасты ма сізде? Сеханды енді сабырлы трейдер деп айтсам, артық айтып қалғаншам, бұл кісі андай асықпай жақсы не істейді екен, молодец. Қалай бұйырса әлі. Қандай сөз бар еді? Мен қазақ мұны өліп мынтырылген деген сияқты. Мен трейдермен мұны өліп мынтырылген боласыздар ғой. Бір тастап, қайдан келіп, бір тастап, бір қайтып келіп. Ең басты бұл жерде енді өздеріңіз көрдіңіздер ғой. Дей трейдинг жақсы әрине. Бірақ мен айттым, 10 адамның 3-інің 4-інің қолынан келеді. Мен конкретно сіз деп айта алмаймын. Кім қалай жұмыс жасайды, соған байланысты. Ал swing трейдинг 7-8 адам қолынан келеді, 10 адам. Сондықтан алтын деген ешқашан түспейтін актив. Және бір кісілер естісе, бір кісілер естімей қалған шығар. Кәдімгі физический алтын бар ғой, слейтік, граммен сататын алтындар, барлығына біздің графикқа байланысты. График өссе, ол да өседі. Моментально. Сол банк центрге кеткен мысалы баратын болсаңыздар, мен USD, евро деп тұрады, хау деп тұрады. Хау дегеніміз кәдімгі алтын білесіздер. XAU ғой негізі, X деп аталып, біз қазақша хау деп кеткенбіз ғой. Даже, андай метатрейдерге кіріп сатып алмайтын болсаңыздар да, көбінесе әйел адамдар не істейді ғой бізде? Кәдімгі былай алтындарды граммен сатып алып сөйтеді ғой. Сол үшін сөйтіп сатып алу үшін не істейсіз? Графикпен дневной ордер болып келген кезде сатып аласыз. Андай арнайы жасап қойып сатып алатын точкаларыңыздан сатып аласыз. Бүгін біз Енуға қонаққа келдік. Не үшін десеңіздер, Енуда мен осы 6 жыл оқығам. 4 жыл бакалавр оқыдым, 2 жыл магистратура оқыдым. Жалпы еще осы жақта мен мұғалім болып жұмыс жасағам. Академиялық қабілетім осы жақтан басталды десем болады. Осы жақта қызықты кездердің бәрі осы жақта өтті ғой, студент болып жүретін едік. Мына жақта походу сессия болып жатыр ғой. Қазір енді жылдың соңы қорытындылап жатыр ғой. Осы Енуға бәріміз Астанаға арман қуып келдік қой енді. Осы Енудан басталды барлығы. Сол кезде Work and Travel деген бағдарлама бар. 3-ші курс оқып жүрген кезде 2018 жылы Америкаға жұмыс жасап барып келгем. 3 айдай, 3,5 айдай сол жақта жұмыс жасадым. Сол кезде ең алғаш рет американдықтар маған жалақысы қызықтырды. Жалпы өмір сүру, жалпы білесіздер ғой, көп адам негізі Америкаға барғысы келеді ғой. Сол Американың өмірі қызық болды деген сияқты. Сосын ең біріншісі маған қызық болғаны жаңағы жалақылары именно апта сайын беріліп отырады. Барлық нәрсе доллармен апта сайын төленіп отырады. И маған өте қызық болғандықтан жалпы Қазақстанға қайтып келгеннен кейін мен 3 айда 12 000 доллар ма сондай таптым, қателеспесем, студент болып жүрген кезде. Сол Америкада. Сосын Қазақстанға келгеннен кейін сондай бір мүмкіндік болады, мүмкіндік іздедік. Сөйтіп жүрген кезде карантин кезінде жалпы осы трейдинг саласынан қызығып бастадым. Ең бірінші мені қызықтырған нәрсе бұл жерден доллармен табыстауға болады. Онлайн әлемнің кез келген жерінде жүріп, интернет болса болды. Істей беруге болады и конкуренция жоқ деген нәрсе қызықтырды. Сол үшін біз қазір iTrade академиясын құрып, осы саланың дамуына үлес қосу үшін жұмыс жасап жатырмыз. Жігіттердің барлығын командаға қосып, Аллаға шүкір,
Астана және Алматы қаласы бойынша 2 офисіміз бар. Негізгі филиалымыз Астанада. Енді басында бастаған кезде көп адам сенген жоқ, не нәрсе деп. Біз осыдан 4 жыл бұрын бастағанда нарықта біз 3-4 адам едік негізі. 3-4 демей қойын, өтірік айтамын, 10 шақты адам едік. Міне осы 3-4 жылда қазір қаншама адамдар қаптап өте көп трейдермен айналысып бір жағынан қуантады, иә. Бізде қаншама студенттер оқыттық, солардың арасында да көпшілік оқытып жүр қазір. Енді сапалы білім болса, осы саланың дамуына үлес қосып жатса, о да жақсы деп ойлаймын. Алдағы уақытта енді білмеймін, бір кәдімгі мамандық ретінде де қарастырған дұрыс деп ойлаймын. Тіпті қателеспесем мен осы көрдім, ана банк, қай банк екенін точно білмеймін. Бірақ ана HeadHunter деген бар ғой, жұмыс істейтін. Сол жерде уже трейдер мамандарын іздейміз деген сияқты уже объявление шығып жатыр. Бұл бізде Қазақстанда міне жақсы қарқын алып келе жатқанын білдіреді. Осы бұл жас талғамайды, қосымша жұмыс ретінде мамандық таңдамайды. Любой адам, кез келген адам бастап айналыса берсе болады. Енді Алла бұйырса 2025 жақсы қорытындылап жатырмыз ғой. Біз үшін өте жақсы жыл болды. 2026-та бұдан да жақсы болады деген үміттеміз. Өйткені қазірде біз шетелден де білім алып жатырмыз, дамытып жатырмыз, бір орында тұрған жоқпыз. Мен енді жалғыз болсам барлығына шамам жетпейді. Сол үшін жігіттерді қосып қазір 6 ментор жан-жақтан зерттеп, күндіз-түні бір нәрсемен айналысып қарай бергендіктен адам ешқандай қиындыққа қарамай шыдай білсе, нәтижеге жетеді екен. Сондықтан асықпаңыздар, зерттеп алыңыздар, айналысыңыздар және жақсы табысқа шығыңыздар деп тілеймін. Бұл сала енді шындығын айта кетейін, бұл сала оңай сала деп айтпаймын. Бұл жерде физикалық жұмыс жасамайсыз, бұл жерде енді онлайн жұмыс болғандықтан моральный қиын болады, ақшамен тем более тікелей байланысты болғандықтан бұл жерде кішкене психологиялық моральді түрде ауыр болуы мүмкін. Сондықтан бұл жерде соңғы ақшасына немесе ақшадан қатты қысылып тұрып жасаймын дейтін адамдар болатын болса, олар психологиясын құртып алады. Не себепті құртып алады? Өйткені ондай кісілер тезірек ақша табамын деп асығуы мүмкін. Бір күнде миллион таба салайын, давай, сразу ақша көтеріп алайын дейтін понятиямен келетін болса, түсінікпен, онда ол дұрыс емес. Өйткені наоборот ақшасын құртып алуы мүмкін да, бұл жерде тез асығам деп. Бұл жерде трейдингте ең басты нәрсе асықпай шешім қабылдау. Сол үшін бұл саланы жақсылап зерттеу керек. Оқып, мысалы, бір ай оқыдыңыз ба, 2-3 ай практиковать етіп, зерттеп, көріп, одан кейін барып түсінгеннен кейін уже өзіңіз қалаған суммамен айналысқан дұрыс деп ойлаймын. Сондықтан міне осындай шындық. Енді кез келген адам айналысып көру керек. Білмеймін, мен нақты мынандай адамдардың, мынандай характеристикасы бар адамдардың қолынан келеді деп айта алмаймын. Дисциплинасы, яғни тәртібі мықты адамдарға жалпы тезірек нәтиже көрсетуге болады. Кейбір адамдар болады бізде асықпайды, наоборот график түсініп алуға тырысады да. График түсініп алғаннан кейін ол өте жақсы. Одан кейін ары қарай уже жасай беруге болады. Еще қазір мүмкіндіктер көп қой. Проб компания деген нәрсе бар. Біз постоянно айтып жүрміз. Қарасаңыздар, шетелдік компаниялар сіздің біліміңіз үшін сізге уже инвестиция ақша беруге дайын, және 90-да 10 бөліс отырсыз. Осындай керемет мүмкіндіктер қарастырылған. Алла бұйырса енді қолдан келгенше iTrade академиясын құрып отырмыз ғой. Қолдан келгенше барынша осы саланы дамытуға, қарапайым тілде түсіндіруге жұмыс жасайтын боламыз. Енді жақсы ғой, әрбір адам келіп осымен бір мамандық ретінде алып кетсе, даже 3-4 жыл университетте оқып, сол мамандығымен жұмыс жасамайтын, просто да қалатын мамандықтар көп қой қазір. Ал бізде келеді де, мысалы, 1 ай, 2 ай, 3 айда новый бір мамандық ретінде өмірін өзгертіп жатқан адамдар да көп. Сондықтан бұл саланы именно трейдер мамандығын ала берсе көреміз енді иншалла. Келесі жылы ойлап тұрмыз. Отдельный бір мектеп, университет сияқты өзіміздің отдельный зданиеміз болса деген сияқты. Жақсы, енді осы мен айтарым. Білмеймін, мен мына жерде ешқандай сценарийсіз, анау-мынаусыз, просто так ойыма не нәрсе келді. Бізде міне команда айтқан болатын, сізбен осылай түсіреміз деп. Сол нәрселердің бәрін айттым деп ойлаймын. Сол үшін мен трейдингке келген себебім, мен жалпы трейдинг мен үшін ол Америкадағы онлайн жұмыс. Сондықтан Америкаға қатты қызығып, сол жаққа қайтадан барғым келгендіктен мен именно трейдингті таңдаған болатын. Өйткені Америкаға бармай, осы Қазақстанда жүріп, американдық жалақыны табуға болатын өте бір керемет мүмкіндік. Бізде қарап тұрсаңыздар, өзі Инстаграмда қарасаңыздар, осы 25 жылы жеткен жетістіктеріміздің бәріміз салдық, қаншама студенттерді оқыттық, ойлаңызшы. Ішінде оқушыдан бастап пенсионер апа аталарға дейін бар. Өте жақсы өмірлерін өзгертіп жатыр. Енді барлығы деп айта алмаймын, өтірік айтпай ақ қояйын. Бірақ егер кім дұрыс жүйемен жұмыс жасады, сол кісілердің қолынан келіп жатыр. Барлығымен конференция ұйымдастырып, бірге анализ жасап жүрміз. Сол енді қазір жігіттермен бірге подкаст түсіреміз. Сол жақта толығырақ айтатын боламыз, жылы жерге барып айтайық. Астана салқын екен. Жақсы, давайте келесі выпускта кездескенше. Бізде 2025 жылы жалпы өзгерістердің бірі бізде сапаны мықты қылып жақсарту. Және менторлардың бәрін не үшін қосып жатырмыз? Өйткені біздің мақсат Қазақстанда осы трейдинг бойынша үлкен академия құру, университет форматына көшсек деген сияқты. Енді сол мақсатқа где-то 60-70%-ға жеттік. Келесі жылы енді өзімізде бөлек ғимарат болса, бөлек здание болса,
кәдімгі школа сияқты соған кірсек жақсы болатын еді. Сондай тағы бір өзгерістердің бірі акциямен жасап жүргенбіз. Жылдың басында акциямен бастадық та уже ақырындап алтынға көше бастадық. Сол қалай болды жалпы өзгеріс қатты қиын болған жоқ па? Жігіттер айтсын, менде ойым бар ол туралы. Енді мен айтатын болсам, енді өзім бұның алдында енді акциямен бастадық, акциямен жұмыс жасадық. Акцияда өзінің жаңа преимуществосы бар, өзінің ерекшелігі бар, алтында да өзінің преимуществосы бар. Енді бірақ та егер де таразыға салып көрсек, маған енді таразыға салған кезде акция алтын деп жүргенде алтынның таразысы ауып кетті да. Сондықтан өзімді де сол таразымен бірге ауып, яғни алтынға қарай баспен кеттім. Менің ойым сол, алтында енді ерекшелігі көп, оны жігіттер де айтатын шығар. Ал жақсы тыңдап көрейік. Жоқ, акция негізі жақсы. Ол қауіпсіз не. Біз енді трейдер ретінде жаңағындай бүкіл уақытымызды трейдингке арнағаннан кейін тек кешкі 6:30-7:30-ға байланып отыра алмайсың да. Күндіз 23 сағат жұмыс жасағаннан кейін ол уже соны зерттей бергеннен кейін қайтадан акцияға барсаң уже ішің пысып қала ма сондай. Енді акцияны қозғалысына үйреніп қалдық уже. Әжептәуір жаңағындай бірнеше өзінің алтынның ерекшеліктері бар. Оны каждый мастер-классымызда, басқасында да айтып жатырмыз ғой. Енді бір ерекшелігін айта кету керек. Алтын бізде ол 23 сағат жұмыс жасайды, суббота, воскресенье ғана демалады. Ал бізде акция кешке 19:30 мен түнгі 2:00 арасында. Бастапқы 19:30 және 20:00, 20:30, яғни бастапқы 1 сағат алтын, акция кешке жақсы қозғалады. Сол үшін жаңа Азекен айтқан нәрсесін новыйдан новичок көрермендер көріп отыр мүмкін да, сол үшін түсіндіріп жатқан ғой. Нұреке, сіз не айтасыз? Енді бастамасының бәрі менде акциядан болды ғой енді. Басында самоучка болдық, содан өзіңнен білім алдық қой енді келіп. Енді сен ол кезде акция бойынша үйреттің ғой. Сол жаңа Азекенді айтып кетті, акция маған келген жоқ та, 4 баланың әкесі ма, білесіздер өздеріңіз. Айтып тұр ғой, сабақ бар, садик бар, алып кету керек, апару керек деген сияқты. Содан маған акция келмеді, ыңғайсыз болды. И содан уже зерттей келе, білесіңдер қанша оқығанымды алтынға ауысып кеттім ғой. Сол бойынша. Бірақ новичоктарға енді ең бірінші кішкене акциядан все-таки бастаған дұрыс па деген ойым бар да. Потому что кішкене қозғалысы аздау деп айтуға болады. Бірақ енді ол жерде сумма үлкендеу болу керек. Алтын сияқты минимальный суммамен бастай алмайсың деген сияқты. Енді сол үшін адамның өзінде таңдау болу керек. Ол трейдинг саласы ондай оңай сала емес. Қазір де қайталап айтайын, қиын жолмен келетін оңай ақша деп айтуға болады. Қатты білімді талап етеді, дисциплинаны талап етеді, психологияны талап етеді. Сол үшін дұрыстап бірінші оқу керек. Оқып, біліп, үйреніп алсаң, ары қарай уже табыстың жолдары ашылады деп айтуға болады. Жақсы, рахмет. Акцияда енді бұл жерде қауіпсіз деген негізі алтында білген адамға оңай ғой. Айналып келгенде психологияға тіреледі ғой. Негізі жай қозғалсын, қатты қозғалсын, бір психология әсер етеді. Ол жерде былай ғой, адам бізде көбісінің қателігіне асығысты құртады, ерте байып кетеді, байлықты ойлайды да. На самом деле бірінші, енді шынына керек, мен өзімде де сондай ой болды. Ой, қазір үлкен ақша тауып кетем, байып кетем деген. На самом деле олай болған жоқ. Енді балдардың бәрі біледі ғой, даже көрермендер де біледі. Мен осы саланы үйреніп түсінгеніме, әлде енді оқып жатырмын ғой, до конца түсіндім деп айта алмаймын. Бірақ бір табысқа шығуыма 1 жылда 2 ай уақыт керек болды. Оған дейін мен де жоғалттым. Келдім да мен сразу табысқа шығып кеткен жоқпын ғой. Оқыдым, үйрендім, түсіндім, өзімнің қателігімді түсіндім, сол қателігіммен жұмыс жасай бастадым, өзімді бір тәртіпке келтірдім деп айтуға болады. И соның септігінің бәрі бұйырса осындай дәрежеге жетіп отыр деп ойлаймыз. Енді қазір деп қатты трейдермен деп айта алмаймыз, потому что білмейтіндеріміз көп. Білімге ашпыз деп айтсақ болады. Жаңадан оқып та жатырмыз, үйреніп те жатырмыз. Сол үшін студенттер келеді ғой. Курсты қазақшаландырып жібергенбіз ғой барынша. Бір-екі термин айтады. Вроде таныс, андай білмейтін сияқты болып қаласың да. Енді сосын жарайды түсіндіріп берші, не айтып тұрсың дейсің ғой. Сен күнде қолданып жүрген нәрсе да. Просто жаңағындай терминология қатты бір қолданамын. Сол да бір курстың ерекшелігі ма деп ойлаймын. Ағылшынша айтып кетеді сондай термин. Бір сөздерді айтады, мен айтамын, мен мынаны білмейді екенмін деймін. Түсіндіріп беріңізші деймін. Кәдімгі қарапайым қолданып жүрген инструменттер екен да. Енді біздер бұл жерде қазір енді жаңадан келген студенттерді біз қазір аккумуляция, дистрибьюция не сөйтіп бастасақ деген конвергенция деп бастасақ олар түсінбейді, не айтып тұрсыз деген сияқты сұрақ қояды. Соған байланысты барынша қарапайымдылыққа келтірдік қой енді сабақ барысында. Енді осы жерде бір қоса кететін бар, жаңағындай біріншіден акция мен алтынның айырмашылығы волатильность деп жатыр ғой. Волатильность дегеніміз енді көрермендердің мысалға барлығы трейдер болмауы мүмкін ғой. Соны волатильность дегеніміз мысалға алтын күніне немесе $100-150 өседі, немесе $100-150 түседі. Доллармен енді бізде алтын
доллармен есептеледі ғой. Күнделікті деген кезде қазір қатты қозғалыс болып жатыр. Бір күнде жаңа АТР дейді, енді ол да күрделі сөзге жатады. Сондықтан алтын бір күнде $100-150 қозғалыс береді. Ал акциялар күніне әртүрлі. Акциялардың көбісі $10, $15 қана қозғалыс береді. Одан да төмендері бар. Мен қазір примерно бір патологмен есептеп жатырмын. Жақсыларын айтып жатырмын. $10-15 үстіге немесе астқа қозғалыс береді. Енді сол тура сондай пайдаға аударатын болсақ, алтыннан бір лотпен есептеледі. Алтын біз енді бір штук деп берейін. Бір штук алтын алатын болсақ, мысалы $100 қойылса, біз $100 пайдаға шығамыз. Ал акцияда жаңағындай бір акцияны алатын болсақ, ол $10-15 өседі, значит, тура пайдамызда сол $10-15 болуы мүмкін. Бірақтан мынандай нәрсе ұмытпау керек. Тура солай шығында. Егер ол өспей түсіп кететін болса, тура солай сіздер $100 бір штуктан жоғалтуларыңыз мүмкін. Ал акциядан сіз сол $10-15 жоғалтуыңыз мүмкін. Жақсы ма? Енді сондай нәрсені айтып кетейін деген барымыз, енді біз андай тоже трейдерлар арасында сөйлегеннен кейін кішкене қарапайым көрермен түсінбей қала ма? Иә, бұл жерде деген ең бірінші риск менеджмент деп айталаймыз ғой. Сол риск менеджментті сақтау керек қой. Главное жаңа именно жаңада айтып отырмыз ғой. Асықпай кіретін жерді күту керекпіз ғой. Дұрыс жерден кіретін болсақ, біздің пайдамыз да болады, даже рискіміз да минимальный болады. Ал егер кез келген жерден кіретін болсақ, бізде шығынымыз да көп болады. Соған байланысты асығудың да қажеті жоқ. Иә, бұл жерде енді былай пой деп аталады. Енді тоже күрделі сөз, point of interest, яғни маған қызықты жерлер қазақшалап айтқанда. Енді ал біз ноутбукты аштық, біздің енді бастапқы студенттардың қателігі. Ноутбук аштым и кнопка басуым керек, бітті, мен сауда жасауым керек деген қателікпен біздің студенттер келеді да. Студенттерға бастапқыда сабақтың барысында, бір әр сабақтың алдында да біз көп болғандықтан, мысалға мен Нұрекең сабағында кіремін, Нұрекең мен сабағыма кіреді, менің айтып жатқан кезімде. Азамат кіреді, Ерболат кіріп кетеді. Сондықтан бұл жерде академия болғандықтан бұл үлкен мектеп. Мектепте бізде бұл жерде конкуренция жоқ болғаннан кейін біз бір-бірімізге барынша студенттеріміз ілесіп кетсінші деген мақсатпен оларға үйретеміз. Сондықтан жаңағындай біз енді былайынша барынша қарапайым тілмен түсіндіреміз. Жаңа Азамат мырза айтып өткендей, Азамат мырза деп, Азамат айтып кеткендей. Енді универде жаңағындай, академияда өзіміз енді кішкене сыпайы түрде мырза деп сөйлейтініміз бар. Былайынша енді Азекең дей бересің ғой. Сондықтан барынша қарапайым тілмен. Даже біз мынандай моменттер болады. Біз базалық сабақты Азамат мырза қазақша айтқан кезде мен орысша адам, кейбір кезде ауысып енді жүре береміз. Сондықтан жаңағындай кейбір кезде бір күрделі сөздер келген кезде айтамыз, бұлар біз қолданбаймыз. Бұлар біз айтпаймыз, бірақ та сіздер біліп жүріңіздерші осыны. Өйткені ертең бір жерден интернеттен бір подкаст, ютубтан бір нәрсе көріп қалсаңыздар, мен білемін ғой, маған айтқан, бірақ та бұны қатты қолданбаймыз. Өйткені енді біз барынша қарапайым тілмен, жаңағындай бізде нарықта чоч, бос, терминология өте көп. Бірақ та оның барлығын жаттау студенттерге сәл қиынырақ болады да. Сондықтан оның барлығын қарапайым тілге чоч, мысалы не ол, просто слом, сынды, бұзылды деген нәрсе қылып сөйтіп барынша қарапайым тілмен студенттерге түсіндіреміз. Енді жаңағындай комментарийға жазып кетіңіз, бұны гарантия беремін, барлық студенттер естіді. Осы сабақта жаңа Азамат та айтады осыны, мен де айтамын. Сондықтан егер де біздің студенттеріміз болса, соны бір біздің сөзіміз дәлел ретінде комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Жақсы. Кәсіби деңгейде негізі сөйлесіп бересің ғой, келеді ғой. Қарайсың қандай деңгейде екен. Егер кәсіби деңгей болса, кәсіби деңгей уже сұрақтарынан ақ белгілі болады. Солайынан сөйлесіп бересің. Ал егер жаңа енді келіп жатқандар болса, барынша қарапайыммен сұрауға болады да. Сосын келеді студенттер сабақтың алдын 1 сағат алдын. Жаңа $15 түсті ғой, кірдің ба дейді маған. Или жаңа $20 күшті көтеріле, ұстадың ба деп андай да. Мен ана жерде ноттан вообще басқа видео сабақ қарап отырмын деген сияқты да. Жоқ, кірген жоқпын десем. Сен қалай кірмедің деген, сен соны ұстай алмадың ба деп. Бұл жерде психологияда нақты бір жақсы бір трейд жасап алдың ба, или сенің зонаңа келмеді ма? Андай бір жаңағындай ноутты аштың сразу кіріп кеттің деген нәрсе ол болмайды. Иә. Жаңағындай айтқандай зона интереса, өзімізге қызықты жерлерден негізі нарықта қарастырған дұрыс. Өйткені өте көп қателіктер содан пайда болады. Студенттердің ең бір қателіктердің бір жаман қателіктерінің бірі болады. Мысалы обед уақытында бір сағаттың бос болып қалды, ноутбук аштым, бітті, аштым, мен сатып алуым или сатуым керек деген ой да. Сол ойдан біз жаңағындай студенттерді арылауға тырысамыз иә. Ең қызық жері жаңағындай бар ғой, бізде бір қазір VIP студент оқып жатыр. Енді атын айтпай қояйын. Азекең екеуміз жаңағындай базалық сабақтарын жүргізіп жатырық. Барынша енді Қытайдан келген қазағымыз барынша тек қана қазақ тілі, орысша жоқ, жаңағындай ағылшынша да сөздердің барлығын Азекең екеуміз қазақшаға аударып түсіндіріп жатырық. Енді бізде VIP обучениеға айына 1 адам аламыз. Сондықтан жаңағындай ол кісіге барлық уақытымызды жаңағындай сол кісімен болып жатыр да именно. И барынша енді сол кісі үйренсінші деп барлық орысша термин болсын, ағылшынша терминология болсын, барлығын андай таза қазақшаға, таза қазақшадан бөлек оны
қалай айтсам болады, көне қазақшаға аударып, мысалға мынау сопротивление, поддержка деген нәрсені мынау үсті, мынау асты деген сияқты қылып барынша андай барлығын қазақшаға аударып, мынау мысалға buy sell болса, бұл орысшасы купить продать, қазақшасы сатып алу, сату деген сияқты. Енді өзімізге де жақсы опыт, енді жаңағыдай өзіміздің қазақша болғанда арасында енді орысша сөздер кетіп қалатын бар менде. Сондықтан мен үшін де ол кісі жаңағыдай бір қызық болды да. Енді өздеріңіз балаларда көріп естіп жатады, мә сендер жаман андай нетіп жатсыңдар ғой деп, жаңағыдай қатты переводить етіп айтып айтамыз, бұл кісі енді сол кісіге ондай подход керек деп. VIP обучениенің бір ерекшелігі сондай, жаңағыдай әр студентқа барынша подходпен келуге, енді түсіндікті тілмен түсіндіруге тырысамыз. Енді групповой обучение да, мынандай нәрселер болып қалады. VIP обучение мен групповой обучениенің разницасы да. Енді жаңағыдай групповой обучениеде ана жерде сәл біліп келгені бар, білмей келгені бар, сондықтан барлығы групповой болғандықтан барынша бір ортақ тілмен сөйлесеміз. Ал жаңағыдай VIP обучениеде тек қана сол кісі түсінетін тілмен ғана түсіндіреміз. Негізі басты ерекшелігі сол ғана, бірақ та білім групповойда да VIP обучениеде бір менторлар, Нұрекең, мен, Ықылас, Марғұлан, Ерболат барлығымыз бір, білім бір, тек қана сол подходы басқа. Жақсы. Мен өзім Қызылордан ғой, ойлайтын енді қазақша жақсы білемін деген сияқты. Сабақ өткен кезде сомнение ұстап қаласың ғой. Сомнениенің өзін. Сол жаңағындай көне қазақша қылып түсіндіріп жатыр ол кісіге. Өте күшті кісі енді. Бұл подкаст маған жақсы болып жатыр. Көбінесе мен тыңдап отырмын да, сіздерге сұрақ қойып екеуіңіз күшті кетіп жатсыздар. Әңгіме жиналып қалған ғой. Әңгімелеріміз жиналып қалыпты екеуіңіз. Мен енді айта кетейін, жалпы бізде сіздер жаңағы енді түсіндіріп алсыз, кіреу керек, шығу керек деп, бірақ бізде профессионал трейдерлер ғана емес, айналысып жүрген трейдерлер ғана емес, бізде енді бастайын деп қызығып жүрген адамдар да бар. Сол кісілерге түсінікті болып қалмас үшін жалпы түсіндіру керек не нәрсе, қаншамен бастауға болады, қанша табуға болады күніне немесе айына. Қалай ойлайсыздар, қаншамен бастауға болады жалпы трейдингті? Қанша теңгемен айтайықшы, доллармен айтпай қойшы, доллар аударуды өзіне бізге. Бастапқы студенттерге мен мынандай кеңес беретін едім. Енді беретін едім дегенде барлығына сондай кеңес айтамын. Бастапқы студенттердің да осындай сұрақтар келіп жатады. Енді қараңыздар, студенттерге жаңа айтып өткендей, Нұрекеңнің депозиті үлкен. Сондықтан ол кісінің артына ілеспеңіздер деген сияқты. Депозиттен салған ақшасы. Салған ақшасы, иә. Өйткені бастапқы бұл кісі сол депозитқа жету үшін де біраз еңбек жасаған, біраз білім алған, сондықтан біраз уақыт құртқан. Сондықтан студенттер бастапқыда бір ай обучение өткеннен кейін сондай депозитті салмай, шағын депозитпен бастағандарын қалаймыз. Бастапқыда біз сабақтың екінші аптасынан бастап демо-счет дегеніміз өтірік ақша. Өтірік ақшамен бірінші студенттарымыз жаңағыдай машинально дейді, қолдарын үйрету мақсатында қайсы купить, қайсы продать екенін түсіну мақсатында біз 1-2-3 күн сол демо-счетта сауда жасағандарын қалаймыз, талап етеміз. Өйткені студенттер бастапқыда ақша салғаннан кейін ол ақшасын жоғалту қаупі бар. Жаңағыдай дұрыс емес батырманы басып қалып, ақшасын жоғалтып алуы мүмкін. Сондықтан бірінші сол берген өтірік ақшамен бірінші көру керек. Мен баса аламын ба, жаңағы стоп лосс тейк профит деген өзіміздің қоятындарымыз бар. Соны қойып, жаңағыдай қай жерде сатып алу керек, сататыны демо счетпен бізге көрсетсе, одан кейін біз ол студентке айтамыз, иә, сен реальный счет ақша салай бер деген сияқты. Реальный счетқа бастапқыда енді әр студентқа әртүрлі $50, $30, $40, $100 дейін бір сумманы салса. 50 мың теңгеге дейін, яғни 20 мың теңгеден доллар теңгемен санағанда, иә, бір 20 мың мен 50 мың теңгенің арасында. Өйткені бастапқыда жаңағыдай студенттер бірінші сол 20 мың теңгемен 50 мың теңгемен бастапқы табыс таба алса, ол 500 мың теңгемен де тура соны жасайды. Бұл жерде алгоритм тура сол. Сен кішкентай ақшамен сәл пайдаға шықсаң, немесе сен үлкен ақшамен де пайдаға шыға аласың. Сондықтан бірінші студенттарды бізде енді біз потокқа бір 100 адам жинап тастамаймыз. Барынша енді бізде шағым 15-20 адамға дейін потокта адам болады. Максимум, иә. Сондықтан өйткені 20 адам, не үшін 20 адам? Өйткені біз менторлар барлығымыз олар қадағалай аламыз. Егер одан көп болып кетсе, уже фокус кетеді. Мысалы, кейбір студенттерге көңіл бөлінбей қалады. Сол, енді бастапқыда айтқаным, жаңағыдай егер студент 20 мың теңгеден үстінен 20 мың тауып жатса, немесе 30-40 мың теңгеден оның үстіне тағы да 100 мың қосып жатса, ол студент 400 мың теңгеден де сондай нәрсені жасай алады. Өйткені барлығы бір нәрсе, тек қана жаңа қасында нөлдер ғана қосылады. Уверенность деу керек, айтуға болады ғой, бірінші уверенность болу керек қой. Өзіне адам сену керек. Біліміне сену керек, сенімдік болу керек, содан кейін уже ары қарай жалғасы болады. Алғашқы табысын тапқан студентке біз сразу айтамыз, ақшаңызды шығарыңыз, балаларға бір зат алыңыз, немесе өзіңізге бір студентқа білесіздер ме? Үстіңізге бір киім алыңыз, жаңағыдай. Енді ондай мағынада емес, бір футболка алыңыз, сол трейдингтан тапқан табысыма футболка алдым, немесе бір жемпір алдым деген сияқты бір киіп, весомый зат болу керек екенін түсініңіз деп едік. Бір студент келесі күні жаңағыдай бір футболка алып келіпті, бүркітпе футболка бар еді ғой, білесіздер ме? Айтбек аға қойдым, иә? Студенттің аты Айтбек аға еді.
күшті студент еді, әлі араласамыз ол кісімен. Енді бұл жердегі мақсат, бұл ақша тек қана сандар емес, бұл ақша действительно бұл сандар ақша деп студенттерге түсіндіру мақсатында. Ол просто так жаңағындай футболка ал, жаңағындай бір зат ал деген жай әңгіме емес. Ол әңгіменің артында бір өзінің несі бар, жаңағындай студентке алатын бір тәртіп ережесі бар деген сияқты үлгісі. Енді студент жаңағындай алғашқы табысына бір зат алса, ол мысалы жейтін тамақ болсын, бір қолға түсетін зат болсын, ол студент түсінеді, что ол телефондағы бұл сандардың барлығы бұл ақша. Кішкене ответственности жоғары, жаңағындай өзінің несі ответственность деген қалай болады, өзінің жауапкершілігі жоғары болады. Одан кейін ол түсінеді, бұл сандар жай сан емес, жаңағындай плюс 20 мың 30 мың деген жай сан емес, ол кәдімгідей оның табысы екенін түсінеді. Оны мен ғана айтпаймын, оны Нұрекең де айтады, Азекең де айтады, Ерболат та келген кезде студенттер айтады, так, осы ақшаңызды шығарып алыңыз, тоқтаңыз осы жерден, осы ақшаңызға ертең барып қыдырыңыз. Негесе осы ақшаңызды енді қомақты ақша болатын болса, сразу осы жерде путевка алып тастаңыз. Мысалға, болды ғой ондай моменттер. Сондай момент болуы мүмкін. Қалталы кісілерді келеді ғой. Давай салайын мен. Жасап тастайық та деп. Тоже кеңес ретінде айтамыз, керек емес. Сіз қалай өзіңіз білмейтін салаға үлкен сума сала аласыз. Жасап көріңіз, үйреніңіз, қыр-сырын түсініңіз, содан кейін ғана депозитті үлкейтсеңіз болады деген сияқты. Бастапқыда ондай үлкен сумманы салуға мүлдем кеңес. Менің жолым бірден трейдингтен басталған жоқ. Мен де қарапайым жұмыстан бастадым. Ең алғаш Астанада 2018-2021 жылдары осы KFC-де жұмыс жасадым, администратор болып. Бұл жер енді тәртіп мектебі десем де болады. Үлкен жауапкершілікті қажет етті, өйткені адамдармен жұмыс, менюдағы бүкіл еттің болуы, күнделікті график құрастыру деген сияқты. Сол кезде мен бір нәрсе түсінгенім, өмір ол тәртіп мектебі. Сол кездегі мен нақты түсінгенім, нәтиже тәртіптен басталады. Әрине мен сол кездерде бакалаврда оқып жүрдім, IT саласында енуда. Оңай болған жоқ, оқу мен жұмыста қатар алып жүру. Бірақ өмірімдегі ең бір қызықты сәттерімнің бірі болды, менің адам болып қалыптасуыма әсер еткен кезеңдердің бірі. 2021 жылы магистратураға оқуға түстім. Тағы да ену. Тек оқумен шектелмей, мамандық бойынша бірнеше жерде жұмыс жасадым. 2023 жылы мобильностьпен Турцияға оқуға бардым. Бұл кезең енді өмірдегі көзқарасымды өзгерткен кезеңдердің бірі болды. Неге басқаша ойлау, басқа адамдар, басқа жүйе, бір нәрсені анық түсіндім. Тек диплом жеткіліксіз. Нарықта қалу үшін тәжірибе керек екеніне. Турциядан келгеннен кейін тендер саласына айналыстым. Қағаз, сандар, жауапкершілік, бір нәрсе анық болды. Ақша эмоцияны емес, есепті жақсы көретініне. Мен трейдингке осы жолдың бәрінен кейін келдім. Сондықтан мен трейдингте романтика іздемедім. Мен жүйе іздедім. Ең бірінші біз студенттерге стратегия бермейміз. Ең алдымен мынаны түсіндіреміз. Трейдинг тәртіпсіз адамға келмейді. Егер сен жүйелі жұмыс жасамасаң, депозитің шыдамайды. Біз бұл жерде ақша туралы айтпаймыз, біз шешім қабылдауды үйретеміз. Біз қателікпен жұмыс жасауды үйретеміз. Ұзақ процесс, бірақ нәтиже осылай келеді. Өмірде де, трейдингте де ең маңыздысы қандай жерде жүргенің емес, қандай жүйемен өмір сүргенің. Егер сен қазір ізденіс үстінде жүрсең, ол қалыпты нәрсе. Ең бастысы жеңіл жолды іздеме, тәртіпті таңда, ұзақ ойынды таңда. Сонда ғана нәтиже болады. Осы кезде енді айта кетейін, жалпы Қазақстанда айналысып жүрген трейдерлер немесе научек трейдерлер болса да, мен Марғұлан да маған айтып жүрді, осы нәрсені кәдімгідей халыққа айту керек деп айтып жүрді. Бізде не істейді, адамдар асығады ғой, салатта тық сразу ақшасы шығарып алғысы келеді. Андай негізі бұл сөздің шыны керек, соңғы ақшасына келетін, соңғы ақшасына бастайтын нәрсе емес. Қатты қарсыласып тұрғанда, өйткені психологиялық шешімдер өте дұрыс емес болады. Және Азекен айтып жатыр ғой, үлкен сумма салып тезірек ақша тауып алайын. Жоқ, трейдингте қараңыздар, проб компания деген қазір білесіздер ғой, проб компания инвестиция өзінің білімін дәлелдеп, мына жерге описание жазып кете салайықшы, өздеріңіз чат GPT-ден де сұрап көрсеңіздер болады. Проб компания дегеніміз не? Жалпы проб компания дегеніміз, ойлаңызшы, сіз 5 мың доллар ма, минимально 5 мың доллардан бастап 200 мың долларға дейін сізге инвестиция береді. 5 мың долларлық аккаунт бар, 15 мың долларлық, 25 мың долларлық, 50 мың долларлық, 100 мың долларлық және 200 мың долларлық бар. Осыны кішкене толығырақ ашып айта кетейін. Бізде сондай мүмкіндік бар екен, мысалы қараңыздар. Марғұлан мырза бізде ментор. Осы жерге даже нелерінде қойып кетсек, сертификаттарын закреплять етіп кетейік. Марғұлан мысалы қарап тұрсаңыздар, ол кәдімгі жасы 24-те, жас жігіт. Қарап тұрсаңыздар,
ол разгон арқылы аз сумма салады да өзі 30-40 доллар арқылы сонда жақсы бірнеше еселеп отырады. Бірақ ол айтып отыр да маған значит көбірек болса көбірек табамын деген сияқты. Не істейді ол? Алады да жаңағы 50 мың долларлық проп компанияны өту үшін 50 мың долларлық счет беріледі, оны алу үшін 150 мың ба 160 мың теңге төледі. 150 мың теңге 160 мың теңге төледі, ол типа гарантийный взнос сияқты. Сосын стажировка өтеді, стажировка деген сол 50 мың доллар сауда арқылы жасайды. 50 мың доллардың үстінен 10% жасайтын болса, ол 50 мың доллар реальный счет беріледі. Және сол түскен табыстан 50 мың доллардың үстінен түскен табыс 90-да 10 5 күн сайын бөлісіп отырады. Және Марғұлан ойлаңызшы, өткен айда 2 аптада қателеспесем $10,000 шығарды. Яғни 160 мың теңге алды да 50 мың долларлық счеттан өзінің білімін дәлелдеді, тәжірибесі бар екенін дәлелдеді. Қарапсаңыздар 25 миллион теңге дубайлық компания оған инвестиция ретінде беріп отыр да. Және 90%-ын өзіне алды, және 10%-ын олар алып отыр деген сияқты. $10,000 дейміз, 750 мың теңге почти даже одан да асады ғой, қателеспесем, $10,000 жоғары болды ғой деймін. 800 мың теңгеге дейін қарапсаңыздар 2 аптада. Қазақстанда орташа жалақыдан да көп. Сол үшін біз неге 50 миллион, 100 миллион салып рисковать етуіміз керек, егер мына жерде осындай мүмкіндіктер тұрса. Егер даже на проп компания бізде не істейді, көп адам келеді, новичоктар алады да сауда жасай береді, бүйтеді. Күнден жаңағы айтып отырсыздар ғой, телефонды ашады да бүйтіп не істейді, өйткені біздікілер асығыс күтуді білмейді. Көп новичоктар солай жасайды. Сол үшін трейдинг мен сіздерге айтамын. Бізде трейдингтің негізгі екі түрі бар. Біріншісі бір күндік трейдинг, яғни бүгін аласыз, бір жарты сағаттың ішінде, бір сағаттың ішінде сразу сатып жібересіз. Ол бір күндік трейдинг. Бұл 10 адамның 3-4-інің қолынан келеді деп айтатын едім. Неге барлығын емес? Өйткені барлығы шыдай білмейді, барлығы дұрыс уақыт бөле білмейді, фокустар қоя білмейді. Рас қой, солай ғой. Сол үшін бір адам көтере алады, бір адам оны көтере алмайды деген сияқты. Ал 10 адамның 7-інің 8-інің қолынан келетін ол бірнеше күндік трейдинг. Аз-жүктікпен сатып аласыз, және бірнеше күн ұстайсыз, бірнеше күннен сататын болсаңыз, кәдімгідей бұл пассивный сізге ай сайын қосымша табыс көзін алып келеді. Сол үшін сіздер егер бір күндік трейдингпен қатты акцент қойып, бір күнде тез табыс тапқыңыз келетін болса, онда өзіңіздің ақшаны салып құрта бергенше проппен ақырындап бастап көріңіз. Бұл жерде сіздер мықты практика алып шығасыз, тіпті өтпей қойыңыз бұл жерде. Мықты практика алып шығыңыз, дамыңыз, одан кейін барып уже ақырындап бір андай болады ғой, ритмға кіріп алғаннан кейін уже реальный счетпен бастай беруге болады. Қалай ойлайсыздар? Дұрыс айтып отырмын ба? Әрине, проп компания деген үлкен буст беретін нәрсе. Проп компания деген ол компания, біз негізі өзіміздің трейдинг жолымызды бастаған кезде ол проп компанияларды біз білмейтін едік, ол кезде олар көп емес еді. Қазір нарықта проп компаниялар өте көп. Проп компанияны қарапайым тілмен айтқанда бір компания саған ақша береді, сен сол ақшамен сауда жасайсың, сол сауда жасағаннан кейін сауданың үстіндегі табысыңды 90-ға 10, 80-ге 20, жаңа 80% саған, 20% сол компанияға бөлісіп отырасың. Енді Марғұлан өткен челлендж $50 мың, иә? Ол $50 мың деген теңгемен қанша? 25 миллион теңге. 25 миллион теңге. 25 миллион теңгені қазір бір туысқаннан алып көрші. Ол сенің қасыңда тұрып қашан қайтарасың, 25 миллион теңгем не болды деген сияқты. Дұрыс қой, бәрімізде бар ғой сондай. Енді Марғұлан ол компаниядан алғаннан кейін оның үстіне табысын екеуі бөлісіп отыр деген сияқты. И ол жерде андай нәрсе жоқ, бүйтіп қасыңда тұрып, бер ақшамды, қашан қайтарасың, не болды 25 мың, жоғалттың ба, таптың ба деген сияқты. Енді осы жерде мынандай сұрақ болуы мүмкін. Егер де $50 мың жоғалтып алсам, не болады деген сияқты. Жоғалтып алсаңыздар, тура сол компания просто $50 мың өзіне қайтарып алады. И қайтадан жаңағындай өзіңіз қайтадан сол несін бастасаңыз болады. Қайтадан $50 мың алып, қайтадан челлендж дейді, челлендж деген не ғой, стажировка сияқты біздің қарапайым тілмен айтқанда. $50 мың полный минусқа кетіре алмайсыз. Сіз бастапқы төлеген жаңағы 150 мың, 160 мың теңгеңіз ғана қайтпайды. Сол суммаңыз сізде типа егер кетіп қалса, сол 160 мың теңгеңіз қайтпайды деген жағдай. Сосын кейбір студенттер айтады, осындай кезде мен черный списокқа кетіп қалам ба, Каспиім жауып тастай ма, не болады деген сияқты. Жоқ, ондай ештеңе болмайды. Ол компанияға тура солай қайтадан заявкаңды беріп, қайтадан жаңа испытания дейді, испытанияны алып, қайтадан өте берсеңіздер болады. Негізі көп адам трейдинг дегенде бір образда елестетеді ғой. График, жаңағындай бір офиста отырған образ. Мен үшін трейдинг деген осы. Жаңағы қалаған уақытыңда балаларды сабақтан алып кете аласың. Жаңағыдай өздерінің енді елка дейді ғой, жаңа жылдарына кіріп шықтық. Қалай болды елка? Жақсы болды ма? Бір кездері стройкада жұмыс жасаған кездер болды. Енді инженер болдым, инженер ПТО болдым. Объекттің басында да жүрдік, күннің суығына да, ыстығына да қарамай. Сол кезде өмірім біреудің графигімен кетіп бара жатқан сияқты. Офистан офисқа, объектіден объектіге. Сол кездері бір жұмыстан кетіп,
жана осы трейдинг саласымен айналыса бастадым. Трейдинг саласымен айналысуға себеп болған бір шетелде жүріп ақша тапқым келген сияқты болды. Шетелде жүріп жаңағындай біреудің айтқанымен жүрмей, өз өзіңе бастық деген сияқты ғой. Сол кезде бір жарты жыл шетелде өмір сүрдім. Ол жаққа барардың алдында бір трейдингпен танысып, сондай барған. Мен ол жақта трейдингпен айналысам, оңай ақша, басында солай көрінген. Бірақ та уақыт өте келе жаңағындай көз ашылды, көбірек білім келе бастады. Барлығы олай оңай емес екенін түсіндім. Біріншіден бізге керегі білім, дисциплина. Соның барлығын ұлғайтуға атсалыса бастадым. Кейін Қазақстанға оралдым. Қазақстанда қайтадан сол рутина, қайтадан жұмыс, тіршілік, ақша табу басталды. Сен өз өзіңді басқарамасаң, ақша сені басқарады. Кеттік. Бір күн өзіме сұрақ қойдым. Осы тренинг жолына не үшін түстім, не үшін бастадым? Оның жауабы ақшада емес. Оның жауабы таңдауда. Таңдау дегеніміз енді өз еркің. Отбасыңа қашан уақыт бөлесің, қашан шетелге демалысқа шығасың, өзің қалаған уақытында жұмыс жасау. Бірақ бұл еркіндік хаос деген сөз емес. Тәртіп болмаса еркіндік ұзаққа бармайды. Студенттарға да бастапқы бірінші аптада біріншіден дисциплинаны ұлғайтуды үйретеміз. Екіншіден психологиялық сабақтар болады. Негізі дисциплина бар адам негізі трейдингта ұзақ жолға барады. Сондықтан студенттарға бірінші сабаққа келерден бастап біз бір сұрақ қоямын студенттарыма. Сіз жеңілуге дайынсыз ба? Өйткені трейдингта ылғи да жеңісте жүретін адам болмайды. Жеңісте ылғи да жүру үшін бізге біріншіден дисциплина қажет болады. Жақсы, енді бізде білесіздер, осы жақын арада орыс потогын қостық, иә, русский поток. Мысалы, Арун мырза өзіңіз қазір бүгінгі подкастта активно отырсыз ғой енді. Айтайын деген, не үшін қостық? Біздің мақсат жалпы осы саланы Қазақстанда ғана емес, жалпы бір орында тұрмай СНГ, иә, жалпы білесіздер, бұрынғы постсоветский мемлекеттерге шығу, Қазақстан атын таныту, сол үшін сол мақсатта біз қосқан болатынбыз. Енді 2026 жыл бұл саланы тағы да дамытатын боламыз. Енді жалпы қосудағы мақсат туралы тағы да өздеріңіз не айтасыздар? Біріншіден енді қазақ тілін әрине өзіміздің ана тіліміз. Иә, орысша сөйлесе, енді мен өзім негізі Семей қаласының туғымын, Абай облысы қазіргі. Бізде енді мен қазақша мектепте оқығанмын, ата-анам да бәрі қазақша сөйлейді, бірақ та енді біз енді көшеде, далада бәрі орысшаны қолданамыз, орысша сөйлейміз. И бір ерекшелігі жаңағындай орысша YouTube-тан көбінесе видеолар орысша қараймыз, орысша кітап оқимыз. Маған шынымды айтсам, енді барынша қазақ тілін жақсы көремін, сүйемін, барлығы жақсы, бірақ та кітап оқығанда да мен орысша жеңіл қабылдаймын. Өзім орысша оқысам, орысша кино қарасам, маған жеңілірек қабылдау. Сондықтан маған сол жаңағындай орысша контент больше жаңа ұғыну жағыма жақсы да, түсінемін. Сөйтіп жүргенде студенттарда да сұрақтар, міне мастер-класс жүргіземіз ғой. Барынша бізде орыс потогы жақында ғана қосылды. 2 ай болды ма, 3 ай ғана болды, иә? 2 айдан асты ғой деймін. Сондай мастер-класстың кезінде студенттер келіп жаңағындай сіздерде орысша жоқ па, мен қазақша кішкене енді нашарлаумын, орысша болса деген сияқты. Бір адамнан естіп қалдық, 2 адам айтты. Келесі мастер-класста тағы 5-6 адам болды. Содан кейін Ерболатпен келісіп орысша қоссақ, мен өзім орысша айта берсем деген сияқты. Нұреке орысша сөйлей аласың ба? Вперед деді ғой Нұреке. Марғұлан орысшаң жақсы ма? Вперед деп. Азамат алға деді. Орысша потокты бастадық. Одан бөлек бізге енді өзіңіз білесіз, енді Қырғызстаннан студенттер келді, Армениядан. Осы Алматыда Қырғызстаннан бітірді. Иә, Қырғызстаннан студенттеріміз бар, Армения, Өзбекстаннан, енді офлайн, онлайн қосылатын студенттеріміз бар. Енді все-таки енді ортақ тіл орысша бәріне жақын болғандықтан, ол студенттерға да бір көмек ретінде, көмек дегенде түсінуіне оңай болу үшін жаңағындай орысша потокты бастадық. Орысша потокта енді барынша кішігірім потоктармен жаңағындай бір 10-12 адам. Орысша потокта барынша қазақ тілі қылып қойдық десе. Иә, арасында болады. Кейбір барлығы енді потокта болады.
таза қазақтар отырады, бірақ та тек қана сол орысша кішкене жеңілірек деген кісілер, мен тура өзім сияқты адамдар отырады. Сондықтан шала қазақша ұғамыз ғой, шала орысша, шала қазақша деп, шала орысша, бір нәрсесін қазақша, бір нәрсесін орысша қылып та өткізетін кездер болады. Егер потокта 1-2 адам уже жаңағыдай таза орыс тілде болатын болса, қазақ студенттеріме айтамын, ренжімеңіздер, шала қазақша отмена, шала орысша отмена, таза орысша сабағымызды жүргіземіз, өйткені мына кісілер түсінбей қалуы мүмкін деген сияқты. Сондай да потоктар болған. Кейбір потоктар болды, таза өзім сияқты студенттер, жаңағыдай не орысша, сау бол. Орысша да қазақша да араластырып сөйлейміз. Сондай да кездер болады. Енді не бір студенттер келеді, қызық оқиғалар көп. Не бір фокусник студенттарымыз да болды. Енді Инстаграмнан көрген шығарсыздар. Одан кейін жаңағыдай өзіміздің VIP студенттер да ерекше енді барлығы. Оның алдында бізде тағы бір әйел болды, тігінші болып жұмыс жасайды. Барлығымыз өткіздік, өте жақсы нәтиже жетті. Осы жақында проб компанияны өтті. Негізі биыл дегенде осы 2 айдың ішінде біраз студенттеріміз проб компанияны өтті. Сертификаттарын бәрін жинап бір көрсетсек те болады. Ол өте үлкен жетістік негізі. Өте оңай емес. Оның барлығы қайдан пайда болды? Өзіміз проб компания қолға алғаннан кейін студенттарға да біз көп студенттарға өзіміз проб компания алып бердік. Енді ол мақтанғаным емес, бірақ айту керек деп ойлаймын. Көп студенттерімізге проб компанияның жаңағындай басында алып бердік. Әрі қарай студенттер өзінің жаңағындай челлендж испытаниясын өтіп, уже табысқа шығып жатқан студенттеріміз де бар. Ол бірінші жаңа VIP студентіміз бар, одан кейін потоктан да группалық студенттер де өте көп. Енді ол әркімнің атын айтпай қояйық, бірақ та просто сертификаттарын берейік, сертификаттарын көрсете салайық, Сертификат дегеніміз ол испытание жаңағындай өзінің несін стажировкасын өткеннен кейін бір қағаз береді, кәдімгідей официальный қағаз. Сен мынандай сені жұмысқа қабылдадық деген сияқты қағаз ғой. Сол қағаз алған адам оны 2-ның бірі ала алмайды. Оны өту үшін де білім керек. Сондықтан сол білімді осы бізден алып кетіп, алып жатқан студенттеріміз біршама көбейді. Жалпы нәтижелер қалай болып жатыр студенттердің жалпы? Нұреке, Азеке қалай ойлайсыздар? Жалпы студенттердің білім сапасы бойынша не айта аласыздар жалпы? Енді білім сапасы жағынан студенттердің өздері де жақсы жауаптары бар ғой, күнделікті рахметтері бар, күнделікті бөлісіп отырамыз, ақылдарымызды айтып отырамыз, қалай істеу керек, бағытын айтып беріп отырамыз. Осындай жерлерден болады, сен қалай айтсақ болады, нұсқаулық деп айтсақ дұрыс шығар, нұсқаулықтарды беріп отырамыз ғой. И соған байланысты біздің студенттер жағынан да жамандық істедік деген ойымыз жоқ енді. Курс трейдинг үйреткен кезде де бастапқы мақсат былай болу бізде жаңағындай. Олар да өзіміз сияқты графикті оқи алса екен, өзіміз сияқты анализдер жасай алса екен деген мақсатпен оқыттық барлығын. Коллега дайындағандай дайындадық қой, бір сөзбен айтқанда барынша үйретіп, уже фото жібердің өзі автоматын түсінеді біздің студенттер. Не айтқың келіп тұрғанын графикті уже оқып алатындай дәрежеге жеткізуге тырыстық. Жағымызды ашып. Жақсы, рекомендация намынада қалдыңыз ғой енді. Бұл сигнал деген қазір трейдерлер біледі, сигнал деп жүреді, яғни біреу мына жерден кір, мына жерден шық деп айтып отырады. Енді сол нәрсе бойынша бір ашып өтсек, Біздер енді всегда айтамыз ғой, сигналға қарсымыз деп, сигналға қарсымыз, біз ол дұрыс, әркім өзінің біліміне сену керек. Сол үшін ең бірінші очередь бізде білім. Ал біз группаға, жаңа өзіміздің группамыз бар ғой, біздің студенттеріміздің, ол жерге біз рекомендация береміз. Яғни өзіміз графикте не көріп тұрмыз, соны жібереміз. Рекомендация ретінде біздің студенттер соны қабылдайды. Және де ол өзінің жасаған анализімен салыстырады. Дұрыс па, сол кезде уже қорқыныш болмайды. Дұрыс бағытта кіруіне болады деген сөз ғой. Дополнительная мотивация деп айтуға болады ғой. Сенімділік, қосымша сенімділік болады. Біздер солай деп түсінеміз енді. Жақсы енді. Бірақ мына жерден кір, мына жерден шық деген айтпаймыз. Біз определенный жерді береміз. Міне осындай жер. Ары қарай уже сіз өзіңізбен салыстырыңыз деген сияқты. Бұл жерде балықшыға балық емес, балықшыға қармақшы бер деген сөз бар емес? Қармақ бер. Тура сондай ғой. Жаңағындай біз мына жерден кір, мына жерден шық емес, Нұрекең айтқандай. Тура солай қалай кіресің, қалай бұл жерден шықтың, не үшін кірдің дегенге ответ. Енді қазір хит болып отыр сондай сигнал канал дейді. Ол жақта түсініксіз. Мына жерден сатып ал, мына жерден сат. Не үшін алады, не үшін сатады деген жаққа жауап жоқ, дұрыс па? Көбісінде сондай. Бізде сәл керісінше біз оны сигнал ретінде емес, рекомендация. Жаңағындай мен осы жерден сатып алғым келіп жатыр. Қараңдар, студенттер, мен мына жерден сатып аламын, жаңағындай мына жерге дейін ұстаймын, не үшін ол жерден сатып алып жатырмын деген нәрсе түсінікті болады да. Нұрекең енді бізде аптасында күнде жүріп тұрады, өзінің ойын жібереді, Марулан мырза жібереді, Азамат мырза жібереді, өзінің ойларын жібереді. Енді мен де жіберіп тұрмын, осы қазір менің жіберетін өзі определенный уақытым бар, сол бір уақытта жіберемін. Оны тек қана бір қызық жері бізде оқыған студенттер түсінеді. Өйткені біз оларды соны түсіну үшін дайындап жатырық. Жаңағыдан кейбір студенттерде енді ол рекомендация бір ерекшелігі, адамда уақыт болмауы мүмкін, жаңағы 1-15 минут отырып
жасауға. Ал рекомендацияны ашқаннан кейін ол көре алады. Түсіндім. Мына жерде барлығы сызылып тұрады жаңағындай енді. Скринда барлығы тұрады. Қысқаша видео инструкция деп айтуға болады. Иә, қысқаша Күнде видео видео инструкция. жібересің. Ол жерде еще тек қана фото емес қой. Нұрекең деген телефон алып, оны 1-2 дубльдан түсіріп, жаңағындай қате болып кетсе фотоны қайтадан да түсіріп. видеоны да жібереміз, уже түсінікті болады кім қай жерден кіру керек екен да. Бірақ енді сигналды дұрыс қолдана білсе жақсы ғой. Арасында енді болып тұрады, бізде береміз. Бірақ ана видеоға сай келіп тұрады. Ол берген нәрселер де жайдан жай берілмейді. Түсінігі бар. Алматыда жас менторларымызды Иә. беріп тұрады ғой. Алматыда демекші, давайте енді мен айта кетейінші, сол мен осы жерде мақтағым келіп отыр. Енді сыртынан көзінше мақтама, сыртынан мақта дейді. Ықылас мырза осы жерге видеосын қосып қойсақ болады. Қазір Ықылас мырзамен таныс боласыздар. Ассалаумағалейкум. Менің есімім Ықылас болады. Мен осы Қазақ ұлттық медициналық университеттің студентімін. Жалпы мен білімімді Тараз қаласындағы Қонаев атындағы орта мектептен бастадым. 2021 жылы осы университетке түскен болатым. Келер жылы осы университетті тамамдап, қолыма дипломды алам. Яғни менің жолым тренингтен емес, қарапайым мектеппен, университеттен басталды. Жалпы мен тренингпен 2023 жылдан бастап айналыса бастадым. Бастапқы кезде өз бетімше үйренген болатым. Яғни ютубтан, интернеттен, ашық ресурстардан үйрендім. Бұл кездері не болды? Қателікте болды, ізденісте болды. Бірақ бір түсінгенім, егер сен дамуыңды тоқтатсаң, нарық сені артта қалдырады. Сол үшін мен кәсіби оқуға бардым. Осы уақытқа дейін 3 рет курстан өттім. Оның ішінде ерекше болғандары iTrade және Александр Герчиктің бағдарламасы. Жалпы бұл курстар маған жүйені, тәртіпті және жауапкершілікті үйретті. Группа бар. Телеграм группада бірінші біз қазіргі уақытта менің негізі кәсіби мамандығым трейдинг. Қазіргі уақытта тек осы іспен айналысам. Күн сайын үйренемін, тәжірибе жинаймын, өз-өзімді дамытамын. Бұл мен үшін жай табыс емес, бұл мамандық. Енді максимумға мен денем қойдым. Қарасаңыздар, мен сіздерге стоп-лосты 20 үстіне қойып тастадым. Егер сен трейдингке қызығып жүрсең, бір нәрсені түсін. Бұл қысқа дистанция емес, бұл ұзақ жол. Оқу, тәртіп, тәжірибе. Сонда ғана нәтиже келеді. Ықылас мырза біздегі Алматыдағы ментор, кеше Алматыға күні кеше ғана барып келдім командировкаға. Сол кезде адамдар мақтап жатыр. Не деген терпение мына қыздың деп. Ықылас. Действительно өте білімді жігіт, бізде медицина саласында оқиды, 5-ші курс қателеспесем. Тараз қаласынан. Енді бізде қарап тұрсаңыздар, негізгі жігіттер отырғандарымыз бәріміз біз Астанада жұмыс жасаймыз. Негізгі филиалымыз Астанада. Бірақ енді біз алмасып кезек-кезек барып отырамыз. Бізде основном Ықылас мырза базаларды сол жақта үйретіп адамдарды дайындайды. Сосын біз практика кезінде міне Нұрлыбек мырза бар, Марғұлан мырза бар. Жігіттермен енді алмасып, Ару мырза бар, Азамат мырза, будущем алмасып барып отырамыз. Қазір барып та жүрміз. Сол жалпы біздің екінші филиалымыз Алматы қаласында. Алматы қаласында да жақсы адамдар, өте жақсы. Ол жақта бір адамдар активный, белсенді ғой енді. Оқырмандар көп қой. Оқырмандар көп. Енді және сіздер әңгіме айтып отырған кезде мен ойланып параллельно қарап отырмын да. Іштей шүкір, Аллаға шүкір, Аллаға шүкір деп отырмын. Неге? Өйткені баяғыда білесіздер ана Bear Trade акциямен жасаған кезде андай бір не жақ, мына жақта сіз қалай ойлайсыз, сіз қалай ойлайсыз деп бір-бірімен пікір алмасып ана жерде андай аттар кім еді өзі? Эндрю, ана Майкл, сен қалай ойлайсың деп. Сол нәрсені біз Қазақстанға алып келіп біз өзіміздің қазір бір академиямызды құрып жатқанымызға бір Аллаға шүкір деп айтамын. Өйткені мысалы Азекең мысалы қарап тұрсаңыздар, математикадан беретін болса, сіз геометриядан, сіз физикадан деген сияқты әркімнің өзінің бір несі бар да. Қарап тұрсаңыздар, бір белгілі бір алгоритммен, циклмен жұмыс жасап жатырмыз. Өте керемет енді. Енді үйренетін адам, кәдімгі ізденетін адам, жасайын деген адам, действительно жасайды екен. Мықты, иә. Енді давайте былай айтайықшы, біз әртүрлі студенттер оқытып жатырмыз ғой, бір есте қалатындай бір қызықты бір студенттер, бір қызық бір моменттер бар ма? Давайте айтып қойшы, сондай бір. Қызықты моменттер көп. 25-ші жылы өте небір студенттер оқыды. Әлі кейбір студенттермен вообще дос болып кеттік. Семьямызбен араласып кеттік деген студенттер де бар. Енді маған қызық жері осы жылы мынандай студенттердің саны көбейді. Жаңағыдай бірінші әйелге оқиды, сосын ертең келесі потокқа келіп күйеуі оқиды деген сияқты. Енді сондай студенттер көбейді.
Содан кейін өздерінен сұраймын ғой, неге өйтесіздер, жаңа өздеріңізден алып жатқан білім білі ғой, неге өзіңіз жаңа күйеуіңізге үйрете салмадыңыз деген сияқты сұрақ қойсам, ой мен түсіндіре алмаймын ол кісіге. Ол кісі өзі келіп менің жасап жатқанымды көріп, мен сәл пәл табысқа шыққанымды көріп, ол кісі өзі осыны білгісі келді деген студенттер өте көбейді. Енді ондай студенттарды бір подкаст жасау керек деп ойлаймын сол студенттермен. Өйткені сондай студенттер өзі бар андай атмосферный. Өйткені үйде әйелің екеуің бір нәрсемен айналысқанда бір береке бар деп ойлаймын сонда. Сондықтан ол студенттер жаңа мен айтамын қалай болып жатырсың, бірақ кейбіреулер айтады мен бір жерден Ареке сен стратегияң бойынша мына жерден былай ойладым, менің әйелім басқаша айтты, кімдікі дұрыс айтшы дейді да, келіп алып әдейі соған болған үйінен келген ғой осыға. Соны айтады кімдікі дұрыс айтшы дейді да, видео түсіріп жатыр, мен әйеліме көрсетемін, айтып отыршы дейді да, видео түсіріп айттым ғой менікі дұрыс дейді да, мен әйеліме барып айтамын дейді. Ойбай сіздер кәдімгі ұрысып жатсыздар ғой деймін ғой. Жоқ просто айтады дейді да, мен мына жақтан былай айтсам ол басқаша айтып жатыр дейді да, сен басқаша үйреттің ғой дейді да. Мен айттым ой бірге келіңіздер түсіндіріп жіберемін десем, жоқ мен сен қазір видео түсіріп аламын, үйге барып келіншегіме көрсетемін дейді да. Енді қызық, сондай студенттер в основном бір андай позитивный, бір андай атмосферный сондай болып келді көбінесе. Енді бұның алдында көрген кезде небір студенттер бар ғой, әр категориядан пенсионерларымыз бар арасында, декретте отырған аналарымыз бар. Маған сол ерекше көзге түскен студенттер именно сол әйелмен күйеуі келген студенттер. Жақсы Нұреке. Енді бұл жерде қызық жағдай болды деген кезде қызық жағдай шығар енді. Әйел адам атын ұмытып қалдым, Назеке точностьны білмеймін, білесіз ба? Келген кезде бізге көрсетті ғой, сіз маған келіп шақырдың ғой мені. Нұреке қарашы деп, -301 демеймен тұр. Бізге оқуға бірінші рет келіп тұр. Позициясы ашық, -301 демеймен. Назекең айтады, Нұреке мына не істей аламыз дейді, жаптырып тастаймыз да, мынау бірінші күн бізге сабаққа келіп тұрғаны. Бұл сабақ келмей бұрын ашық болған ғой негізі позиция. Біреу ашытқан, соны ашық қалып болған. Назекең айтады, Нұреке мына не істей аламыз, қандай ақыл бере аламыз дейді. Қазір емес, графикті қараймыз, таш нормально келіп тұр екен. Апамыздан сұраймын, енді апамыз деген кезде 5 жасқа үлкен шығар, енді апамыз деп сөйлей берейік енді. Тәтеміз деп айтсақ болады, әпшеміз деп айтсақ болады енді. Графикті қараймыз да, келіп тұр, қараймыз. Осындай жерге дейін несі, дейін кредит жетеді екен да, депозит жетеді екен да, болды шыдаңыз, амандық болса өседі дейміз ғой. До конца күтті, соңында бізге рахмет айтып кетті ғой, қаншама табыспен шығып кетті. Курс бітем дегенше. Курс бітем дегенше -301 мыңнан плюс қаншамен, неше? 401 мыңмен жатты деген курс біткен кезде. Сондай бір пайыз сатып алып тастады. Ол деген на самом деле біздің курсқа келмей тұрып біреу айтқан ғой, ал деп сол жерден ашып жүрген ғой. Содан минусқа кеткен ғой. Жоқ, жерде андай да. Енді жап деп те айта алмайсың, уже боларс болып қойған. Жаппа деп те айта алмайсың, ана неге келіп тұр уже. Көтерілетін зона деңгейге келіп тұр да. Сосын айттық. Егер нормально қабылдай аласыз ба, осы жерден көріңіз, негізі осы жерден кету керек. Кетсе нормально болады, бар. Если бұл жерден кетпесе енді ештеңе айта алмаймын. Енді психологиясы мықты екен, шыдамдылығы деген керемет екен енді. Енді көп адам мысалы трейдинг десе андай теріс пікір білдіріп жататын адамдар қазір көбейді. Қазір Аллаға шүкір, бірақ қазақстанда трейдерлердің саны артып келе жатыр. Даже соңғы 2 жылда өте көп, біз осыдан 4 жыл бұрын бастаған кезде нарықта бір 10-ға жуық трейдер болды ғой енді. Көп емес еді. Қазір бізден де оқып кеткен студенттер нарықта бірнеше адам оқытып жүр. Бірақ ең бастысы бұл жерден сапалы дұрыс білім берсе, әрине өте жақсы қуаныштымыз. Бұл сала дами берсін. Бірақ теріс пікір жазатындар да біліп жатыр. Бұл жерде былай ғой, білесің ғой, мен өзім жақсы көретін 4 стадиям бар, білесің ғой. Бұл жерде былай ғой, бірінші стадияны айтып кетейік, тағы да басқа білмейтін адамдар бар шығар. Бірінші стадия ол трейдингті түсініп жатқан адам енді самоучкаларды айтуға болады, жаңа оқуға келген адамдарды айтуға болады. Одан бөлек екінші стадияны айтамыз, ең ауыр стадия осы болып келеді. Мен өзім осылай 2,5 жылдың ішінде маған ең ауыр стадия осы болды. Потому что мен минусқа кетіп қалдым. Осы стадиядан шығу ең ауыр болады. Осы стадияның көбісі өте алмайды да, өте алмағасын жаңағыдай пайда болады. Жаман пікірлер, жаман ойлар пайда болады да. Екінші стадия. Екінші стадияны өтесіз, уже үшінші стадияға барасыз, ол да кішкене ауырлау болып келеді, бірақ жеңіл қабылдайсыз да. Себебі сіздің депозитіңіз орнында тұрады. Сіз минуста да боласыз, плюста да боласыз. Бәрі қосқан кезде сіздің депозитіңіз орныңызда тұрады да, көтерілмейді да, түспейді да. Ол үшінші стадия. Одан кішкене шығу жеңілдеу болады. Төртінші стадияға уже трейдинг саласын жайлап түсініп уже пайдаға шығып келе жатсыз деген сияқты. Любимый менің 4 сөзім 4 стадиямен айтуға болады ғой. Ассалаумағалейкум, есімім Нұрлыбек болады, жасым 34-те. Қазір трейдинг маманы болып есептелемін. Толық қанды меңгердім деп айтпай қойын, енді бастадық, 2,5 жылдай болды. Енді осы саланы дамытып келе жатырмыз. Бірақ өмірім бұл трейдинг саласынан басталған жоқ. Қысқаша бір айтып кетейін. 2009 жылы Талғат Бигелдинов атындағы Әуе қорғанысы институтына түскенмін, Ақтөбе қаласында. 2009-2013 жылы оқып, отчислениеге кеткенмін, оқудан шығып қалдым. Содан Жұбанов атындағы университетке түскенмін.
организация, перевозок движения, эксплуатация транспорта деген мамандық бойынша. Неше түрлі салада жұмыс жасадық, снабженец болып жасадым, неше түрлі фирмаларда. Содан келе ішкі істер министрлігіне жұмысқа тұрдым. 2014 жылы қателеспесем. Капитан шеніне дейін жеттім. 2022 жылы өз еркіммен жұмыстан шығып кеткенмін. Не үшін айтып кетейін, осы жолы сразу 4 баланың әкесімін, 2 ұлым бар, 2 қызым бар. Ішкі істер министрлігінде менде зарплата аз болғаннан кейін 250 мың зарплатым болған. Аз болғаннан кейін іздендім. Отбасын асырау керек, бала-шағаны асырау керек деген сияқты, бала-шағаның болашағы деп іздене бастадық. Өзімді осы трейдинг саласынан таптым. 2023-тен бастап бірінші самоучка дейді ғой. Өзім оқыдым, өзім іздендім. Алайда дұрыс жолға түспеген соң оқуды бастадым. iTrade академиясын басын бастап берді осы. iTrade академиясында оқыдым. Бірақ ол жерде мен акцияға оқығанмын. Акциядан кейін уже ары қарай алтын қызық болды Форекс нарығы. И қазір келе уже 4 оқу орнын бітіріппін осы трейдинг саласы бойынша. Бірақ білім әлі аз. Қазірдің өзінде оқып жатырмын. Еуропа азаматынан оқу алып жатырмын. Қазірдің өзінде әлі 2 ай жарымдай уақыт бар бітіруіме. Жеке оқып жатырмын. Не үшін? Себебі білім всегда аз болады. Өзім білімге деген ашпын. Трейдинг саласы деген оңай зат емес. Вроде бәрі ойлайды, графикке қарадық, оңай ақша таптық деп. Бірақ мен үшін ондай болған жоқ. Минустар обязательно болады. Бірақ сол минустардың бәрін жеңе білсең, графикті түсіне білсең, вот сол кезде сіз жақсы табыстарға шығасыз. Трейдинг саласы оңай сала болып келмейді. Бұл жерде көп қателіктер болады. Новичок болғаннан кейін сол қателіктерді түсіне білу керек. Ең бірінші бұл жерде сіз өзіңізді психологически дайындау керек, дисциплина болу керек. Енді мен ішкі істер органдарында істегесін ба, кішкене тәртіп жағынан өзімді ұстай білдім. Соның септігі де тиген шығар енді. Соның арқасында осындай дәрежеге жетіп отырмыз. Трейдингта ең басты, ең бір жақсы жеңісім 2024 жылы 7 январда қателеспесем, осы трейдинг арқылы Лисян автокөлігін сатып алған болатынмын. Лисян L8 25 миллион тұрады, қателеспесем 25 миллион қалғанмын осы трейдинг саласы бойынша. Ең алғашқы жеңісім сол болды. Тағы да бөлсе кетейін, қиын сала. Бұл салада дисциплинаны талап етеді, оңай емес. Трейдинг саласы барлық адамға келе бермейді. Бұл саланы түсіне білген адамға жаңа мамандық ретінде қарастыру керек. Себебі сіз жаңа мамандық иесі боласыз. Қалай сіз табыс көзі ретінде қарастырасыз, сол кезде сіз жақсы табыстарға шығасыз. Бірақ сол үшін сіз өзіңізді жеңіп шығу керексіз. Жаңадан үйреніп жатқан трейдерлерге айтатыным, бұл жерде келіп сразу байып кетем деген ой болмасын. Себебі мен әлі күнге дейін жетік білмеймін, әлі күнге дейін үйреніп жатырмын. Бұл саланы мен түсініп білгенімнің өзіне маған 1 жылда 2 ай уақыт керек болды жақсы табыстарға шығуыма. Сол үшін қазірде қайталап өтейін, бұл сала дисциплина мен психологияны жақсы қатты талап етеді. Трейдинг саласы деген негізі асық болу керек бұл салада. Ерте байып кетем деуге болмайды. Ең бірінші түсініп алу керек. Түсінгеннен кейін уже артынан табыстың өзі келеді деп айтсақ болады. Мен қазірдің өзінде интернет жүйелерін айтсақ болады ғой. Неше түрлі видеолар бар, нұсқаулықтар бар. Соларды қараймын. Даже түсінбесем де, жаңағы қазір африканецтер деп айтады, Малайзия дейді, үндіс дейді, басқалар да бар ғой трейдерлар. Түсінбесем де соларды қараймын. Маған олардың графиктегі не істеп жатқаны ең бірінші маған сол нұсқаулықтары керек. Графикте көрсетіп жатқандарын түсінемін. Не айтып жатқанын түсінбесем де, сондай қызық жағдайлар болады. Сынып қалмау керексіздер. Және де сіз өзіңізді жаңа маман ретінде қабылдау керексіздер. Оңай сала емес, тағы да қайталап айтайын, оңай сала емес. Егер де осы айтып кеткен нұсқаулықтарды дұрыс пайдалана білсеңіз, трейдинг саласынан жақсы табыстарға жетуіңізге болады. Себебі бұл біздің мемлекетке енді келіп жатқан, енді дамып жатқан сала деп айтсақ болады, болашағы зор деп айтсақ болады. Андай ғой, көп адам дұрыс, кейбір өздері бастайды андай психология жұмыс жасамайды. Жаңа Аракен айтпақшы, ноутбугын алады да, ашады да, любой жерден алып сата береді, еще үлкен штукпен алып алады да, андай аз ақша салып алады да, үлкен өте болмайтын жерден кіріп алады да, плюс, одан минус болған соң, одан кейін және сияқты нәрселер айтып отырады. Енді бұл нәрсе, жаңа болмайтын нәрсе, кейбіреулер білмейтіндер казино деп те жазатындар бар. Бірақ қараңыздар, бұл акция, алтын дейміз, кәдімгі мировой стандарт. Америкада 3 ғасыр бұрын жұмыс жасап бастаған. Еще біз айтамыз, Американың экономикамыз артады деп ренжиміз, бірақ бұл нәрсені енді кіріп жатыр. Көресіздер, алдағы 2 жылда бұл қатты дамиды. Қазірден бастап уже басынан кіріп бастап. Қазірдің өзінде біздің президентіміздің осы жылғы айтқан сөзі бар емес пе? Криптогород деп. Иә. Ол бостан бос жайдан шыққан жоқ қой. Сол айтып тұрмын, мұны түсінбейтін адамдар солай айта береді.
егер бұл мықты психологиялық дұрыс жүйемен кәдімгідей инструкциямен таза білім болып опыт уақыттың барлығын арнайтын болсаңыз негізі кәдімгідей жақсылап тұрып жасауға болады. Енді барлық адам қолынан келе ме деп келеді ме, сол сұраққа жауап берсек? Жоқ, мен енді былай айтсам болады. Бұл жерде адам ең бірінші өзін контрольда ұстау керек. Егер де өзіңді контрольда ұстай алмайсың ба, онда бұл сала сізге келмейді. Өзіңізді тәрбиелей аласыз ба, онда сізді жақсы табысқа алып баратын жер. Анда шыдамсыз, жол, вспыльчивый адамдар болады ғой. Вспыльчивый болмайды. Анда Қиын жол. ондай адамдар. Оңай емес, қиын жол. болады, Қиын жолмен келеді. На самом деле графикке қарап бәрі айттым ғой. Графикке қарап ақша таптым деп ойлайды, но бірақ өте ауыр жолмен келеді. Сол үшін ең бірінші сіз өзіңізді тәртіпке келтіру керексіз. Бүгін минуста болдыңыз ба, ертең дәл сол істеген минусыңызды да қайталап дәл сонда ақша тастадыңыз ба, өзіңізді тәрбиелей алмадыңыз ба, онда уже сізге ауыр болады дальнейшем. Сол үшін тек өзіңізді, Эйнштейннің сөзі бар ғой бұл жерде деген. Жақсы сөз бар, мен қателіктен қорықпаймын дейді. Мен сол жасаған қателігімді қайталаудан қорқамын дейді ғой. Сол сияқты жалпы бұл трейдинг саласында емес, барлық жерге айтуға келеді ғой, барлық жерге қоссақ та болады. Сол сияқты біз өзіміздің жасаған қателігімізді қайталамауға тырысу керекпіз. Сол кезде біз алға басамыз деп айтады. Азарты бар кісіге мүлдем келмейді. Бұл жерде енді әр студент келген кезде біздің алдымызға келердің алдында өзі бір өткен жолдары болады да. Біреу бір нәрсе өмірде көп нәрсені көрген, біреу азды көрген, біреу қиыншылықты көрген деген сияқты. Мысалы аспаннан жауған қардың өзі әртүрлі болып жауады ғой. Сол сияқты тура адамда әртүрлі, әр адамның психологиясы әртүрлі. Бірақ та бізде берілетін білім ол барлығына ортақ білім. Барлығына бір тілде, барлығы түсінетін тілмен сөйлеп түсіндіріп жібереміз. Бірақ та оны әрі қарай алып кетіп, әр адам біреу табысқа жақсы табысқа шығып кетеді, біреу енді бастап жатады табысқа шығып деген сияқты. Ол неден? Ол адам әркім, әр адам әртүрлі. Әр психологиясы әртүрлі. Бұл жерде енді келесі жылға планда бар, бір психологпен жұмыс жасау, студенттарға да сол жұмысты көрсету, қалай жұмыс істеу керек деген сияқты. Бірақ та өзіміз бастапқыда әр сабақтың басында, аяғында енді әңгімелесеміз ғой, психология деген солай ғой. Бір студент алып қаласың да, жаңағындай өзіңмен өзің қалай болып жатыр, неге олай болып жатыр деп сөйлесеміз. Енді сабақтың басында бір уақытын білмеймін, 10-15 минут сөйлесеміз, сабақтан кейін сөйлесеміз. И бөлек бір сабақ 2 сағат бөлінген сабағымыз да бар психологияға қатысты. Сол жерде жаңағындай енді біз мамандырылған психолог емеспіз, бірақ сол психология туралы біршама кітап оқығанбыз. Өзіміз кітап оқыған кітаптарды өзіміз арамызда бөлісіп, жаңа мен бір кітап оқыдым, Азекең, Нұрекең өздері кітаптар оқыған, соларды бөлісіп, онда қандай керегі бар деген сияқты, соны студенттерге айтайық деп шығарған бір психологиялық сабақтарымыз бар. Енді келесі жылға да сондай бір пландардың бірі, бір мамандырылған психолог алып студенттермен сөйлесуге. Өйткені психологияны түзу өте қиын. Стратегияны, мысалға графикті үйрету барлығына жеңілірек психологиядан қарағанда. Психологияны түзеу үшін адам өз-өзімен жұмыс істеу керек. Оған өйткені көп адамға айтып жатсаң да ол бәрі басқаша істеуі мүмкін. Өйткені ол солай жаратылысы солай. Сабаққа келген кезде студенттарға түрлеріне қарап мен вообще айта алмаймын. Сен мықты жасап кетесің, сен жасай алмайсың деп вообще. Кейбір адамдарды қарайсың, ай мына кісі қиын болады ау деп. Сөйтсең соңында жаңа мынанша таптым деп отырған студенттер де бар. Жаңағыда Ерболат өзің айтып өткенде кейбір кезде жаңа қарызы бар адамдарға қиын деп жатсың. Бірақ та кейбір студенттерде болды. Мен өзім байқадым. Жаңағыдай 7 миллион қарызым бар, 5 миллион қарызым бар деп жақсы ілесіп кеткенде өзіміз білеміз студенттерде, жақсы пайдаға шыққан. Енді мен де басында ойлайтынмын, қарызы бар адамға трейдинг бастауға қажет жоқ, өйткені ол қарызы іштей басып отырады, оны ақшаны қайтару керек, қысады деп. Сөйтіп осы күнге дейін ойлайтынмын. Бірақ та арасында болады сондай студенттер, қарызы болса да сол қарызын енді психологиясы сондай. Стимул болады, қарыздан құтыламын деген. Кейбір кезде сол стимул керіде жұмыс жасауы мүмкін. Қарыздан құтыламын, онда кішкене көбірекпен кірейін, көбірек ақша табамын деген сияқты болуы мүмкін. Бірақ та трейдинг деген жаңағыдай Нұрекең де айтып отыр ғой. Бұл жерде бұл спринтерский забег емес. Бүйтіп сразу жүгіріп баратын зат емес. Бұл марафондардың жүгірісі. Бұл ұзаққа. Трейдингта 1-2 ай ғана емес, мен трейдингта 1 жыл, 2 жыл, 10 жыл қаламын деген мақсатпен қою керек. Сонда студенттерге де айтамын, сіз қазір счетыңызда 25 мың теңге бар. Осы 25 мың теңгемен мен 50-60 мың жасаймын деп бір айда деп осындай өзіңізге мақсат қойыңыз. 25 мың теңгемен бір айда деген мақсат қойсаңыз, оған сіз бір аптада жетсеңіз, бір ай деп қойдыңыз, алыс цель. Оған бір аптада жетсеңіз, сіз как бы не лосыр. Андай вдохновение, мен бір айда жетуім керек еді ғой. Мен бір аптада 25 мыңнан 50-60 мың жасап тастадым. Деп, енді 60 мың жасадым ба, енді цель қой тағы келесі айға. Тағы да бір айға жылжыт. Осы 60 мың теңгемен 200 мың, 300 мың табамын деп қой. Сонда қайтадан 3-4 күнде жетсең, уже бір өз-өзіңмен жаңағындай психологический бір күрес. Мен бұны бір айда жететін нәрсемді, мен 3-4 күнде жеттім десең, кәдімгідей вдохновление сенде не пайда болады, бір мотивацияға той боласың, былайынша айтқанда. Ол студенттарға да сондай айтамын. Студенттер мынандай сұрақ қояды да, мен
мынанша ақша мен қанша уақытта табамын, қай кезде пайдаға шығамын, қанша салсам болады деген сияқты. Енді бұның барлығын сабақ барысында бір күрделі қылып түсіндіреміз барлығын. Сондықтан негізгі жауап сол, бастапқыда аз депозитпен бастап, өзіңе жақын цель қойып, цель деген мақсат, жақын мақсат өзімізге қойып, сол мақсатқа ертерек жетіп алсаң, ертерек жетем деп емес, бір айға немесе 15-20 күнде жетем деп қойып ертерек жетіп алсаң, ол өте жақсы. Жақсы, енді 2026-ға жоспарларымыз мықты. Ала берсе сол жоспарларды жақсылап іске асырайық, жақсылап тұрып ала берсе қолдан келгенше көмектесеміз ғой. Осы салада жүрміз, білгенімізбен өзі қиын емес. Енді кеше Алматыға командировка бардым деп айтып тұрмын. Осы кезде Марғұлан ықылас үшеуміз отырмыз да, давайте кино көрейік ана мынау деп. Осы Граф Монте-Кристо деген кино көрдік та. Наполеон кезіндегі кино ғой, енді 1812 жылдары, сол как раз Наполеон соғысы кездер. И сол кезде қарап отырсам, сол кездің өзінде кемеде андай манипуляция жасап жатыр да. Біздің акциялар взлетели, ана мынау деп сол киноны көрсеңіздер болады. Ойлаңызшы, ол 19 ғасыр ғой. Соның өзінде қалай активно жұмыс жасап жатыр. Біз міне 1-2 жыл болды, болмайтын сала деп біз қалай айта аламыз? Америкада Нью-Йорк болып тұрғаны, жаңа Японияда Токио болып тұрған қарап тұрсаңыздар, сол экономикасына қатты үлес қосып жатқан осы биржа. Сондықтан кім білім алады, кім дұрыс өзімен жұмыс жасайды, психологиясымен, шыдамдылықпен жұмыс жасайды, бұл жерде нәтиже көрсетуге болады. Еще бұл бизнестер деп те қарастыруға болады. Бұл жерде сіз бизнес бастаған кезде болды, мен қазір бизнес аштым, ертеңде мен миллион доход келеді деген болмайды ғой. Окупаемость деген нәрсе болады, асықпай келеді. Трейдингте дәл сол сияқты. Бірақ бұл кәдімгі традиционный бизнестен айырмашылығы, жаңағы инвестиция алу жолдары бар, аздаған ақшамен бастауға болады, және білімді ешкім сізден тартып алмайды. Бір тұрақтылыққа, возможно, жарайды, 6 ай кетті деп есептейікші ал. Сіздің жағдайыңыздан Нұрлыбек мырза 1 жыл деп тұрсыз. 1 жыл кетті ал, жарайды, 1 жыл кетті. Уақытыңыз да кетті, қанша нервіңіз барлығы кетті, бірақ 1 жылдан кейін сіз уже стабильностьқа шығып алдыңыз. Бұл бизнес түрін сізді ешкім тартып алмайды. Конкуренция жоқ, ешқандай аренда керек емес. Ең басты интернет болса, сіз қазір Ақтөбеге айтасыз ғой, бұйырса, жолыңыз болсын. Амандық болса. Ол жаққа барған демалатын шығарсыз, енді трейд жасамай. Көреміз. Ситуация ойласын. Барынша мен үйге барған кезде қарамауға тырысамын. Ауылға, мысалы үйге барған кезде вообще қарамай. Демала білуді өнер ғой. Біздің научниктер не істейді, бұл телефон қарап алады да, бүгін маған ашуым керек бүйтіп қалды андай. Боязнь деп қорқыныш, ана моментті пропускать етіп аламын ба деген қорқыныш нәрседен бүйтіп өсіп бара жатса үстінен сатып ала салады. Ол зачем олай емес? Асықпай шыдамдылықпен дұрыс біліммен жұмыс жасау керек. Нарық бізде күнде жаңа 23 сағат жасайды, аптасына 5 күн жұмыс жасайды. Сондықтан бір момент өткізіп алдың ба, болды, оны мидан шығарып тастау керек. Жаңа студенттердің жиі қателіктерінің тағы бірі, сондай жаңағыдай бір нәрсе өтіп кетті, ойбай, кеш кіріп қалдым, ерте кіріп қалдым деген сияқты моменттер болады. Нарық бізде күнделікті бізге не береді, жаңағыдай орын береді, мүмкіндік береді, қызықты жерлер болады. Сондай қызықты жерлерден позицияға кіру қажет. Кеше де звонок тұр осы, таңертең қалдырған ғой, демалыстан кейінгі күнге қалдырған позициясын. Мен жоспарын айттым, панелька осындай деп 400 мың теңгемен жапқан позициясын. 400 мың теңгемен жапқан да, плюс кешкі 5-тің кезінде звонок тұр ғой. Мен мына жерге лимит қойын деп едім, не қылайын деп едім деп. Не айтамын да, демалсаңшы, өзі 2 күн бойы ананы уайымдап жүргенде, жақсы жасадыңыз ғой, болды, жетеді, уже ары қарай жаңағыдай тағы суббота воскресенье праздник келе жатыр, керек емес, лучше демалып, жақсы не істесеңіз. Азеке, ол мен студентім ғой, ол. Мен түсініп отырмын, сен кім туралы айтып жатқаныңды. Просто сенің жерлесің ғой ол. Ол кісі енді жаңа сондай ситуацияда болып қалды да. Түсініп қойдың ба? Түсінген жоқсың ба? Енді ол кісі жаңағыдай жақсы, бірақ несі? Бізде оқыған, жаңа Азекең жерлес болып шықты, соң Азекеңге жаңағыдай көбірек жақын татады да, бір ауылдан болғаннан кейін. Қызылорда. Шиелінікі. Үлкен ол кісі жаңағыдай енді студент туралы обсуждать етіп кетеміз, қалай болады? Енді ол кісі үлкен депозитпен жасайтын студентіміз өзі. Жақында бітірді, сол кісі туралы әңгіме болып жатыр ғой. Күшті кісі. Жақсы, енді 2025 жалпы қорытылайық енді, мастер-класс. Ол мастер-класс деп подкастымыз қорытылайық, жалпы өте жақсы ойларымызды білдіре алдық деп ойлаймын. Керек адам өзіне керектісін алды деген ойдамын. Жалпы не нәрсе айтылмай қалды, не нәрсе ұмытып кеттік деп айтып, бір нәрсені айтып өтейік. Не нәрсе ұмыттық? Енді в основном осы бізде жаңағы YouTube каналда болыңыздар. Негізі қызықты подкасттар болады алдағыда. Енді подкастты қолға аламыз деп жатырмық. Енді қол босамай кетті, анау болды, мынау болды. Сондықтан келесі жылдан бастап подкасттарымыз көбейтеміз.
сондықтан арнамызға да болыңыздар. Енді барынша қызықты материал, біріншіден, екіншіден пайдалы материалды салуға тырысамыз. Инстаграмға да ақырындап салуға тырысып жатырық. Енді WhatsApp каналға, студенттарға да жіберіп жатырық. Енді ортақ тілде түсіндірген бір екі жаңағындай оңайырақ, графикті түсіну мақсатында бір екі видео түсіреміз келесі жылы. Сондықтан енді айтатын зат көп, оған енді уақыт керек. Жаңағындай жаңа ақпараттар алып жатырмыз өзімізде, білімді шыңдап, иә. Оны бұйырса осы демалыстан кейін ең алдымен студенттерімізге өтетін боламыз. Одан кейін жаңағы курсқа да енгіземіз деген сияқты қатты сабақ жоспарларында да үлкен өзгерістер бар. Енді бұл жерде айта кетсек, асықпаңыздар. Болды, асықпаңыздар. Ендігі біздің қазір оқытып жатқан, үйретіп жатқан бірінші мақсатымыз біздің жасаған қателіктерімізді жасамау. Жасамау деген кезде оны бәрібір студенттер жасайды, просто соны максимально азайту деп айтсақ болады ғой. Дәл осындай түсінсеңіздер болады дәл осылай. Сол үшін асығудың қажеті жоқ. Жақсы, енді ала берсе 2026 жылы жақсы осы Айтерет академиясын құрамыз деп жатырмыз. Құрдық қой енді. Жоғандай өте үлкен университет деңгейіне жету бұйырсын. Ала берсе кәдімгі студенттеріміз семестр сияқты болып, кәдімгідей біз ректор, проректор, мен завуч бола салайыншы. Сөйтіп жүрейік ала берсе. Тек қана Қазақстанда емес, енді сіздермен де өзіміз жоспарларымыз бар ғой, шетелге шықсақ деген сияқты. Дубайда өткізіп, Америкада өткізіп, Европада өткізіп, және Япония бар жаққа ала берсе, бір шығу бұйырсын бізге. Амин. Енді сонда ниет бар ғой. Көп адам, давайте бір мотивациялық нәрсе айта кетейік, иә. Көп адам іздейді, бір нәрсе бастайды, андай асығады. Бір-екі провалдан кейін тастайды көп нәрсе. Мына нәрсені тастайды, жүгіреді, ана нәрсені көреді, ана нәрсеге қызығады да, бір-екі нәрсе болса тастайды, келесі нәрсеге жүреді. Олай емес, бұл жерде жалпы не то что трейдингте, жалпы әлем бойынша кез келген салада тұрақтылық қажет. Өз жасап жатқан нәрсені жақсы көріңіз, қиындық болса шыдай біліңіз, және зерттене біліңіз, ең сонда нәтиже болады. Мысалы бізге де неше түрлі жазады, оғай, мынандайсың, неше түрлі енді комментарий болды, отырып жасай айта береді ғой. Бірінші өз диваннан көтеріліп, жұмыс жасап көрсін деп айтады да ондай адамдарға. Рас. Сол үшін бұл жерде оңай емес, енді тренинг саласы оңай деп өтірік айтпай қойық. Тренинг саласын жақсылап тұрып айналысуға болады, просто білім мен уақыт және опыт осы қалыптасатын болса. Мен өзім басында да болды, тренинг саласын 3-4 рет тастап кеткен кездерім болды. Әменке емес болды, қойшы деп. Ол новичок кезінде біреудің де ақшасымен айналдырып істеп көрдік деген сияқты. Қаншама қиындықтан өте білдік. Қазір маған жазады, ой Ерболат, қарызға ақша берші, саған түк емес қой, мынанша теңге деп. Бірақ мен қанша қиындықтан өте білдім де осы күнге жету үшін. Ал көп адамдар айтады, болды онда Ерболат осындай деген сияқты. Жоқ. Сол үшін бұл жерде жалпы осы салаға сенгендіктен, осы саланы жақсы көргендіктен, осы бүгінгі күнге шүкір деп айтамыз. Сіздермен бірге отырғанымыз, академияда осындай жетістікке жатып жатқанымыз, осындай қаншама адамдарды оқытып алғысын алып жатқанымыз, ол сол сіздердің, біздердің жалпы еңбектеріміздің тастамай осы саланы жақсы көріп тәканса, соңына дейін барып алғанымыздың арқасы деп білемін. Рас па, иә? Сол үшін жасап жүрген трейдерлер болса, бастап жатқан болса, бір-екі қателіктен олай болды, менікі емес деп қол сілтеп кету дұрыс емес. Ең бастысы штук саны және лот деп жатамыз, сол лот санын азайтыңыз, және бірнеше күнге алуды бастаңыз. Және айтып өттік қой, 70-80% адамның қолынан келетін трейдинг түрі бар, ол среднесрочный инвестиция немесе бірнеше күнге алып сату. Даже инвестор болсаңыз, алтын білесіздер, ешқашан түспейтін актив бізде. Акцияларда өте жақсы, әртүрлі Coca-Cola, Pepsi, және Microsoft, Google барлығының акциялары бар. Яғни біз ақшамызды еселеудің жолдарын ойластыруымыз керек. Сондықтан енді рахмет, жігіттер, жаңа жыл құтты болсын, табысты, берекелі жыл болсын. 2026 жыл қорытындылаған кезде білмеймін енді, вообще қазір осы кезде бір момент еске салып алайық. И және 2026 жылы бір жылдан кейін қандай өзгерістер болатыны өзіме де қызық. Және осы жаққа келе жатқан кезде машинамен келе жатырмын. Кәдімгідей Аллаға шүкір, сансыз шүкір айтып келе жатырмын да. Шүкірден басқа айтылатын нәрсем жоқ. Рас қаншама өзгерістер болды, қандай да жетістіктерге жеттік. Жеке деп айтпай ақ қояйын, жеке жаңа сіздер өздеріңіз айтып отыр, жеке ол тоқталғым келмейді жалпы. Компания ретінде, академия ретінде өте жақсы. Қарап тұрсаңыз 20-дан астам адам құрамымызда бар екенбіз де. Кәдімгі бұрын кішкене кезде армандасақ, бастық болсақ екен, бүйтсек Астанаға барсақ екен деп арман қуып Астанаға келдік. Аллаға шүкір, енді Астана, Алматы қаласында 2 филиалымыз бар. Рахмет, енді баршаңызға жұғысты болсын. Тастамаңыздар. Ең бастысы өздеріңізге сеніңіздер. Ала берсе барлығы жақсы болады. Сол тағы не айтамыз? Болды, осы жақсы нотада аяқтайық. Аяқтайық онда. Жақсы, рахмет. 2026 жылы сіздермен көріскенше, Алла бұйырса сіздерді біздің қатарымызда болсаңыздар екен. Біз сіздерге айтпаймыз, именно бізден сабақ алдыңыздар, курс алдыңыздар емес.
жалпы интернетте де ашық форматта көп зерттеңіздер, асықпаңыздар, көріңіздер, бірақ бұл саланы бастаңыздар. Өйткені бұл сала кәдімгідей алдағы 2 жылда өте мықты кәдімгі негізгі профессия ретінде де қарастыруға болады. Даже қателеспесем осы бір банктер уже трейдер қызметін вакансиялар шығарып жатыр іздеп. Сондықтан бұл кәдімгі негізгі мамандық ретінде де университетте де болашақта қарастырылатын болады. Рахмет. Ендеше 2026 жылы жақсылығымен келсін, 2025 жылы жаман болған жоқ. Алла бұйырса барлықтарыңызбен осындай жақсы нотада аяқтайық. Табысты бола берейік. Деніміз сау болсын, ең бастысы еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Осылай сіздер, біздер болып еліміздің әлеуметтік, экономикалық жағдайын жақсаруына үлес қосып жүре берейік. Отбасыларыңыз, жақындарыңыз ең бастысы аман болсын. Әмин. Келесі жылы көріскенше сау болыңыздар. Саламатта болыңыздар.